Кореяда біздің жер керейлердің табаны тиген жерде қойсаңыз. Жылқы малы негізі өте сондай жағынан мықты. Өз үйірін ешкімге бермеу, өз балаларына өз шаппайды. Қымызды зерттеп, одан институт ашып, ол жерден ғалымдар шығару деген негізі біз қазаққа бір қатты бір сене бермейтін дүние ғой негізінде. Болашақ стипендиясымен Германияда оқып келдік. Бірақ шын айтқанда енді қымызды арнайы оқытатындай о жақта жоқ қой. Бірақ оларда технология бар. Содан ана жолдас жігітімен еріп барып, жайлауда 3 ай қымыз ішкеннің арқасында жаңағы аурудың бірде-бір ізі қалмай келеді ол 3 айдан кейін. Сол тақырыптың үстіне түсе қалам, сонда айтамын, осы қаражатты алып Қазақстанға кетуге бола ма десем, иә дейді. Бірақ өкінішке орай ол қаражатты Қазақстанға келгенде Қазақстан кіргізе алған жоқпын мен. Құдай өз бетін арасында ковид болған кезде елдер дәрі ұқсатып ішті. Немістер патентовать етіп алды қымызды деген әңгімені шығып келе жатқан секілді. Қымызды біреу патентовать етіп алу мүмкін бе? Немістер қалай қарап отыр да? Менің бір тақырыбымның өзіне, кішкентай ғана бір тақырыпқа 8 миллион евро ақша бөлінген. 8 миллион ашын жай қымыздың бір нәрсе жасау. Бір тақырып үшін ғана да. Осыдан 200 жыл бұрын жазылып кеткен қымызбен емдеу жайында кітаптар бар. Сол кезде солар жұмыс істеп тұрып, неге жабылды деген мәселе бар ғой. Сонда бұны арнайы жаптырған себебі жаз бойы қымыз ішкен адамдар қыс бойы ешкім тұмаумен ауырмаған. Себебі иммунитеті көтерілген адамға тұмауға ешқандай да әсер етпейді. Мына аттың терісі өз табиғи бір өңделінген екен. Мен оны Италияға барғанда көрдім. Малшы сөйтіп айтады бізге, ұйқың келсе ана арқанды ертоқымға жат, арқанды айналдырды, ұйықтай бер деп. Негізі әр жүрісі өз бөлек ем екендігін міндетті түрде ғой. Келесі жолы енді жаңа ағамыз уәде бергендей ғалымдардың дәлелденген ғылыми жұмыстарын жеке-жеке таныстырамыз. Бисмилlah. Ал міне екі тағы бір атқа. Хоккейстерді түсіреді ғой деймін да, гандбол, американский футболдарды. Топырақ шашылып, как будто солардың ойыны енді. Оны ойнай алмайтын сияқты ешкім ше. Бірақ мына көкпардың өзінің ковбойлар келді ғой. Ковбойлар келіп таңғалып кетті, қазақтар сияқты біз атқа міне алмайды екенбіз деп. Бұлар кәдімгі тәуекелшіл екен дейді, андай дикий кәдімгі қойып кетеді екен дейді да. Біз ондай рискке бара алмаймыз, қанша атқа мінгенмен. Мықтаған кезде танкистің несін киеді. Шлемді шешті. Корейді қалай дедіңіз? Корейлердің өз керейлердеміз деп. Иә, корейлердің өздері тегін әр жақтан біз дейді ғой енді. Соны айтқан кезде енді ана Корей дегеніміз Керей деп енді өтір келгеннен қазақ айтады. Осы Корея жерін жаулаған кезде сол жақтан теңізден өтіп келген деп ше. Аталарын батып, жаңа атпен судан шыққан деп ше. Қандай бір суреттер бар. Аңыз қылып не қылады ғой. Ана аттардың бір судан шығып жатқан суреттері бар ғой. Иә. Соны келтіреді ғой сонда біздің атамыз. Содан кеп, соны айтамын ғой енді Кореяның басқа жерін жылқы көрген жоқпын. Чудидода неге ат бар десем, біздің ата-бабамыз бірінші осы Чудидоға келген дейді да, атпен шығып. Сосын аттарды сол жерге қалдырып әрі қарай жаяу кетті деген сияқты ғой. Әр жағын бәрі бізден сабақтайды өздерін ше. Қазақпен байланыстырады ғой түбі бір, иә. Енді біз осы ана Орта Азияда отырып қалып қойған түпкі халық, біз содан ана жерді кеңейтеміз деп жылжып осы жаққа келдік деп айтады ғой өзінше. Кореяда біздің жер керейлердің табаны тиген жерде қойсаңыз. Қазақ хандығы болғанша дейін хандықтар болды ғой. Барып кел дегенде кетіп қалып адасып сояқ өтіп кеткен. Актерлар қымбат алады дейсіз ба ше? Сонда ана Кореяның со Чудидо аралында атқа мініп сөйтіп үйретіп жүр екен да. Содан мен сұрайын ғой, мына кімдер атқа мініп, бұлар негізі жас актерлар дейді да. Жай халықтар да кетіп мінеді, бірақ жай халық қатты мінбейді. Не үшін десем, ой, бұлар өте үлкен ақша төлеп мінеді дейді. Қалай десем, біздерде ана Кореяда түсірілген киноларда актерлар атқа өздігінен отыратын болатын болса, оның гонорары биік болады дейді да. Өйткені оказывается ол жақта атқа мінетін актерлар емес, жай адамның өзі аз екен да. Мысалы каскадер сияқты киноға түсіруге.
сонда актерлар былай түскенмен атта негізінен каскадерлар түсіреді екен олар. Ол одан да қымбат қой, уже 2 адамға ақша төлеу керек. Анау хотя бы өзі атқа міну білетін болса 1,5 адамның ақшасын төлейді ғой. Кішкене болсын. Одан былай мен гонорарым енді 3 есеге өсті. Өзім үшін, ат үшін, аттың тамағы үшін, мен тамағы үшін. Мен еще 3 есе аттан көп жеймін десе. Бұл ана үйге жақындама деп атқандағысы ма? Болады, кетеді енді. Мұнағы жарап жүр екен да. Қызғанып атыр. Қызғанып атыр ба солға? Жақындамаңдар, жақындамаңдар. Жылқы малы негізі өте сондай жағына мықты. Өз үйірін ешкімге бермеу, өз балаларына өз шаппайды. Сосын қой жылқыдағы тектіліктің қалып отырған себебі ше. Енді ол кезде аталарымыз біліп отырған ғой, жаңа мен бағана әңгімені босқа айтқан жоқпын ғой. Ненің жылқылар деградацияға ұшыраған да, Қытайдағы қазақ жылқылар. Себебі неше жылдан бері ғой, олар өзінің ішінде ғана жылқы айналған да. Ол білмейді ғой, айналып келіп өзінің құлыны өзіне уже келіп жатыр да, келгенде енді 7 атадан аспай уже түсіп кетіп жатыр, былайша айтқан кезде ше жылқылар. Ол 7 атадан асырып түсіретін болса, жылқының өсу ілгерілеуі бар да. 7 атаға жетпей түскен қанның кері кетуі бар да. Сонан жылқылардың кішірейу себебі содан ол бір табиғаттың әсері, тағы басқа нәрседен емес, ол қанның әсері. Қан ауыспаған. Өз баласынан, өз қызынан құлындап кете береді. Қазақта білесің ба, ана сүйек жаңғырту деген бар. Сол сүйек жаңғырту деген нәрсе көбінесе нағашы жағынан алады. Баланың нағашы жағынан әкеледі, сүйек жаңғыртқан кезде. Айналып бүйтіп қарап отырсаң, соның нағашысы деп, сонда ол аналық қанда әкелу керек екен ше. Аналық қанды әкеліп, бұрынғы қанға 7 жыл асып кеткеннен қайтадан қосатын болса, ол тіпті күшейеді екен. Біздегі 7 атаға дейін қыз алыспайтын туыспыз деп қан 7 атадан кейін барып қайтадан қыз алысып, қайта жаңарту керек. Сонда ол керісінше әрі жақсарып алады екен да. Қолайды. Содан да біз Монғолиядағы, Қытайдағы жылқылар зерттеген кезде, оның жылқының аясы аз болып тұр ғой. Сонда көрші ауылға келген кезде уже 7 атаға жетпей жылқылар араласып кеткен да, қан. Содан жылқылардың кішіреюі басталынған. Сол мәселелерді қарастырдық та, енді соны қайттан асылдана не істеу керек дегенде, ата жұрты бұрынғы мына жаққа, осы жақтан жылқы қан апарып салу керек деп жүрді. Соны шешкен, соған мемлекетте жаңа кәсіпне көңіл бөлген. Бірақ пандемияның кезінде шекара жабылып та сонымен әрі өтпеді. Әйтпесе Ақтөбеде не бір мықты биелер таңдап қойғанбыз айғырлармен. Енді ол жұмыстарға жалғасады деп ойлаймын. Негізгі жылқыны алып барғандағы менде болған сенімділік бәрі Қытайдағы жылқыны қазақтан басқа ешкім бақпайды. Ұйғыр тұңғандарынан жүгіретін аттар ұстап отыр, бірақ топтап жылқы ұстай алмайды да, өйткені қанда жоқ қой. Жылқы ұстау, жылқыны бәрі ол жақтағы жылқыны жылқымен бағуың керек. Жылқыны басқа нәрсемен бағамайсың. Басқа жақтарда мысалы қарасаң, жылқының тек сүті ма, сүтін ғана жасайды. Бізде енді тұтас қазақта жылқының еті, сүті, оны баптауы, бәйгесі, көкпары, спортқа да қолданады, тағамға да қолданады. Жылқыны жалпы тұтас барлығына қол. Былайша айтқанда тұтас адамды бізде жылқысыз елестету мүмкін емес деген секілді. Енді тарихтан сабақ тастасаңыз да сол ғой енді. Қайсы батырды атсыз елестетесіз, қай сал серін атсыз айтасыз да. Барлығының аттары болған, енді шын айтқанда көбісінің атын шығарған аттар ғой. Ерқанат ат деген. Ерқанат ат деген содан. Енді жаңағы әңгіменің басында айтып жатырмыз ғой, 6 жасқа жетпей сүндет дегенді ашамайға отырғызудың өзі балаға сол кезден бастап сенім арту. Сенім арту да. Ашамайға отырғыздың өзінен 10 есе атты дізгіндеген бала, ол өзінен 100 есе үлкен нәрсені дізгіндеймін деген қорқыныш болмайды да. Ол да сенім бар да. Сосын енді айтамын ғой мен алғай болса, қарапайым нәрсе. Сен жаяу келе жатсаң, үріп тұрған иттен де қорқасың да. Аттың үстіне мініп алғаннан сен қасқырдан да қорықпайсың. Аттың үстіне мінгеннен кейін, атқа мінгеннен қандай желік береді. Оның барлығы жаңағы ғой психологически сен ашамайға отырғандағы болған сенім сенен ол оңайлықпен өлмейді.
сөзіңіз аузыңызда осы 6 жаста атқа қондырып алшамай жасау, жаңа сүндеттелгенде нағашысы атқа қондырып, нағашылар енді тойда білеміз ғой. Нағашылар ат жетектеп алып келеді сүндет тойда. Атқа мінгізеді, ашамай жасап, деп дүркіреді. Балаларда шынымен де өз практикамда, тәжірибемде болды да. Баламды алып келіп атқа мінгізе алмайтын. Кішкентай ғой сол 6 жастың кезі. Атқа апарам, өзім ат қараймын, сонымен өзім мінемін енді. Ол қарап тұрады, кеттік, үйге кеттік, аттракционға барайық дейді. Оған аттракцион қызық. Ана адреналин, отырады, айналады. Атқа отыр десем қорқады. Ақырындап күнде алып келіп алыстан қарайды, соның жақындады бір күндер жай ұстап көріп, екінші күндер сипап, одан кейін алдыма отырғызып, кейін өзім жетектеп, кейін ақырын үйрене бастағаннан кейін бір күн айтты ғой, өзім деп ше. Болмайды, мен жетектеймін десем, өзім жібер. Анам басын жіберем, кәдімгі жүреді, бір күні ақырындап қоқаңдады ғой, бір күн желіді. Өйтіп желіп айналып келгеннен кейін кәдімгі жүзінде қан жүгіріп бар ғой, ана күліп, риза болып, атқа барайық дейді. Сенім пайда болды да. Оған дейін ол өзіне сенім болған жоқ, қорқады. Сонда сұраймын ғой енді, аттракционға барамыз десем, атқа дейді. Ат жақсы ма, аттракцион ба десем, ат жақсы дейді. Неге десем, динозавр сияқты дейді да. Сол кезде түсіндім ғой, жаңа айтып отқан, бір динозаврды бағындырғандай сезім болған да. Сонда өзін батыр сезінеді да. Үлкен жауапкершілікті алдым, анан динозавр сияқты басқарып, анан бағындырды да. Енді өзіңіз қараңыз, ол өзінен 2-3 жас үлкен бала, мысалы, өзінен 10 есе үлкен атқа мінген бала, өзінен 2-3 жас үлкен баладан қорқпайды. Өзімен тең сөйлесе алады, өзіне жауап бере алады да. Қазіргі біздің мәселеміз балаға деген сенімдікті үйретпегеннен кейін ғой, жылқыға жақындамаған бала, енді атты бағындырмаған бала, еш нәрсені де бағындырмайды, ол төбелестен де бәрінен қорқады да. Ал енді осы бала кезімізде бәрімізде міндік, осы аттан құлап, жығылып, тұрып мінгеннен кейін ол құлау да біз үшін үлкен қорқыныш емес. Қазіргілердің барлық құлауға қорқады. Құласа тұра алмай қалады да. Аттан құласа да салттан құламайық. Сол сияқты. Сонда бұл құлауды үйрену ғой енді, ана бір кинодағы сияқты шаңғы тебу дегеніміз ол бірінші құлау үйрену дейді ғой. Сол сияқты күресте бірінші жығылуды үйрену. Мына ертоқымға отырудың өзінің деймін да, ол қатты ғой. Сонда ылғи адам былай дүзіп отырады да. 8 көзі майыспайды. Ана бел ауырмайтын себебі содан да. Дененің бәрі қозғалады. Біздің проблемамыз 8 көзіміз қисайған кезде барып, бүкіл салмақ алдыға кетеді да, біз бүкірейміз. Сосын омыртқа енді ішінде ғой, ол еңкейген сайын ана мүшелер бір-бірін қысады да. Сосын аурулар пайда болады. Өкпе бауырды қысады, бауыр ары қарай өтті қысады деген сияқты да. Аттың үстінде отырған кезде адам былайынан отырады да, ана өйткені сен аны тартып отырасың ғой. Сонда ана аттан қатқан кезде 8 көзін қозғалтпайды да. Бұл және де атқа мықты отыратын, атқа бірінші мінгенде бүйтіп шоқалақтай беретін себебі, ол тақым жоқ болатын себебі сол 8 көздің қатаймағандығы ол. Мына 8 көз қатты емес, ол ұстамайды ше белді, бүйтіп отырады. Мынаған уже отырған адамдар тіреп алады да бүйтіп отыра береді. Үйреніп қалған. Сосын ол уже отырған кезде артқа қарай шалқаяды, өйткені атты тартып береді деген сияқты. Біз машинада наоборот қой, біз бүйтіп отырамыз да рөлге. Ал сарығымыз сапырып, салтты саралап, дәстүрді дәріптеп, құндылықтарымызды құндақтап, десем бір жігіт құндылық құндақталмайды деп мен айтамын. Қазір құндылықты құндақтап ұстамасаң, сәби ұқсап бүйтіп құндақтап отырып ұстамасаң, өте қиын заман қазір. Құндылығының бәрі кетіп жатыр. Дамимыз деп, құндылығымыздан айырылып қаламыз деп тұр. Құндылығымызды құндақтап, хан ордасында бас қосып отырмыз. Құрметті ағай, мына сарығымыз сапырып, аға сізге қымыздың сұйығынан ба, құрғағынан ба? Ағамызға қымыздың сұйығын немесе құрғағын деп сұрауға болады, өйткені осы қымыздың құрғатып, ұнтақтап, оң қылып, одан кәдімгі капсула жасаған ғалым ағамыз бүгін бізде қонақта. Құрметті ағайын, хан ордасында бүгін осы дәстүрді дәріптеу үшін, салтты саралау үшін, өзіміздің ұлттық асымызды, тағамдарымызды, сусындарымызды дәріптеу үшін арнайы қадірлі елімізде сондай абыройлы ағамыз, Айтуған Мұқашев ағамыз, енді қазақ неміс қымыз ғылыми зерттеу институтының директоры. Бұндай институт бар екенін берден келе біліп жатырмыз енді. Қымызды зерттеп, одан институт ашып,
ол жерден ғалымдар шығару деген негізі біз қазаққа бір қатты бір сене бермейтін дүние ғой негізінде. Иә. Бірақ сіздің өмірбаяныңызды бір қарағанда болашақпен мынау Германияда оқып, арнайы осы қымызды оқып келген деп. Енді болашақ стипендиясымен Германияда оқып келдік. Бірақ шын айтқанда енді қымызды арнайы оқытатындай о жақта жоқ қой. Бірақ оларда технология бар. Бізде өнім бар, негізі соны дәріптеп, оларда жасаған дүниелерден көп нәрсе алып келдік қой енді. Жоққа шығара алмаймыз, бар. Ол не нәрсе дегенде сол жақта тұрақты түрде 50 жылдан бері қымыз жасайтын ферма бар. Оның тарихы ана жақтан елдің бәрі қазір біліп жүр ғой. Мен мына қазір Қарағанды облысының тумасымын ғой, бұрын Жезқазған болғанбыз. Сол жерде ана концлагерлер болды ғой. Тұтқында айдалып келген неміс сол жерде концлагерде емделген. Емделген ғой концлагерде, ауырып шығарт бастаған кезде, Карлак дейді ғой. Ауырып шығарт бастаған кезде сол ауылда араласып, ауыл адамдарымен араласып жүріп, жаңағы қымыз ішеді ғой. Сөйтіп ауырып шығарт бастағаннан кейін сол жолдас жігітіне барып сонымен бірге жайлауға көшіп, жаңағындай адам болмайды деп туберкулездің ең ауыр түрімен ауырады, адам болмайды деп шығарт бастаған ғой, түрмеден қағазын қолына беріп, бар кете бер баратын жеріңе деп. Содан ана жолдас жігітімен еріп барып, жайлауда 3 ай қымыз ішкеннің арқасында жаңағы аурудың бірде-бір ізі қалмай келеді ғой 3 айдан кейін. Елдің бәрі танымай қалды, өлейін деп кеткен Ханс осылай тірі кепті дегендей. Ол документі қолында болғаннан кейін алады да Германияға кетіп қалады. Сол жаққа барғаннан кейін барып, ол малдаргерлігін оқып, бірінші айлығына бие сатып алады ғой. Елдің бәрі оған күледі да, сенің мынауың не? Ел жаңа сиыр өсіріп жатыр, пайдасы көп, шошқа өсіріп жатыр. Сен жылқы алғаның не дегенде, ол айтады, мен ажалдан алып қалған осы жылқы дегенде, көп неміс оны түсінбейді ғой. Оны бетінде енді қызы маған айтып отыр, мен ол кісіні өз көзім көрген жоқ, бірақ ол жайында деректер оқыған ғой. Сонымен Германияға барғаннан кейін менің тақырыбым осы жылқы шаруашылығының экономикалық және экологиялық тиімділігі деген тақырыпта болды. Сол ғылыми жұмысты жасау үшін бір база керек. Сонда мен сол шаруашылықты іздеп барып тауып алдым. Енді мына тарихтың сабақтастығын қарамайсыз ба? Мен 91 жылы мектеп бітіріп жатқан жылы май айының кезінде бір газеттен оқимын, ол кезде андай Социалист Қазақстан деген газет шығады ғой. Сол Социалист Қазақстан газетінің бір жерінде көремін да, бір 5-6 ғалым, Совет үкіметінің ғалымдары Германияға барып бірігіп қымыз шығаруды жолға қойып келді деген да. Оқимын енді. Баламыз күнделікті жаңалықтың бірі болып қалады. Сөйтіп мен осында келем, оқу бітірген кезде осы қымыздың бизнес план жасау менің қолыма түседі. Соны жасағанда енді қымызға деген махаббатым сол кезде қатты ашылады. Мен түсінем, қымыздан бизнес жасауға болады екен ғой деген нәрселер. Сөйтемін да енді маған да нәсіп етіп болашақ стипендиясын иегер атанамын ғой. Сол кезде сен қандай тақырыпта барып қорғайсың деп сұраған кезде ол жаққа барғаннан кейін тілді бітіріп алдық 6 айда, 6 айдан кейін университет таңдайсың ғой, тақырыбын таңда дейді. Тақырыбымен осы тақырыпты десем, олар біраз қиналды да, неге десең, жылқы шаруашылығы деген ол бөлек тақырып, оның экономикасы бөлек тақырып. Саған бір жетекші болмайды, саған 2 жетекші қоямыз деп, сол 2 жетекшінің арқасында осы ғылыми жұмысты қорғап шықтым ғой. Сонда немістерден кімнен алдың, не көрдің десең, сол Қазақстанды көріп кеткен неміс тарихи 50 жылдан бері жылқы ұстап жатыр, бие сауып жатқан деген жер. Соны өзім іздеп бардым. Мен Штутгарт деген қалада оқыдым, Хойнхайм деген университетте. Сол Штутгарттан алыс емес жерде Хайдельберг деген қала бар, соның қасында осындай таудың арасында шаруашылық бар, іздеп бардым. Барсам 200-дей жылқысы бар екен. 200 жылқы? Иә, жаңағы биесі бар, тайы бар дегендей. Содан 300 гектар жері бар екен. Ана киіз үй істеп тастаған бір телевизор неміс көрсетті, сол емес па? Жоқ, бұл осы жақтан Қазақстаннан киіз үй апарды, бірақ оған дейін киіз үй істеген немістер, бізден көшіп барған немістер. Содан ұзын сөздің қысқасы, сол ғылыми жұмысымның орталығы болып табылады ғой. Мен барған кезде ол кәдімгідей осындай қымызда сүттіге аз-маз аштық салып, осындай қымыз қылып жасап ішіп отыр екен да сұранысқа. Ал негізінен көп бөлігінде биені сауған бетте биенің сүтін алып,
соны кептіріп әртүрлі нәрсе жасауды жолға қойып отыр екен. Енді Германия дамыған мемлекет болғаннан кейін мынандай ғой, біз жылқыны өзіміз ұстаймыз, аспапты өзімізде болады, өзіміз сауамыз, өзіміз кептіреміз деген сияқты да. Бұл негізі бір адамға ауыр нәрсе. Бұл жалғыз физикалық тұрғыдан емес, қаржылық тұрғыдан да ауыр да, өйткені сол аспаптардың бәрін бір жерге алып қоюға үлкен қаражат керек. Ал Германияда биенің сүтін саудың ба, сүтті жақсылап жабасың да, ыдысымен жібересің, бір жер арнайы компания кептіріп саған ұнтағын жібереді. Сен сол ұнтақ баласына сабын жасайтын жерге жібересің, ол сабын жасап береді. Шампунь жасайтын жерге жібересің, шампунь жасайды деген сияқты. Шоколад жасайтын жерге жібересің, әрқайсысы өздерінің өз маманы бар, сол маманына сен шикізатыңды бересің, қалғанын қосып береді да. Мынау нәрсең 100 теңге болды, мынау нәрсең 200 теңге береді деп саған береді. Соның үстіне олар өздерінің ақшасы тағы да 100 теңге 200 теңге қосып сата береді. Олар жаңағыдай біздікі сияқты өте көп мөлшерде шығару деген жоқ. Шаруашылықтардың барлығы мысалы күніне сол 200 литр сүтін сауды ма, сол 200 литр сүттің 100 литрін былай өткізеді, 100 литрін өңдеп өткізеді, әйтеуір күнделікті нормасы солай да. Сол нәрседе оларда бизнес деген негізінен тұрақты. Көпшілікпен жасағаннан кейін? Иә, тұрақты, сол тұрақты түрде шығара береді. Тек менің мына ғылыми жұмысыма байланысты жаңа мемлекеттің Германияның бөлген гранты болды ғой өздерінде. Осы тақырыпқа арнайы ақша бөлініп қойған, бірақ істейтін адам олар таппай отыр екен да. Мен барған кезде жаңағындай сол тақырыптың үстінен түсе қалам, сонда айтамын, осы қаражатты алып Қазақстанға кетуге бола ма десем, иә дейді. Бірақ өкінішке орай ол қаражатты Қазақстанға келгенде Қазақстан кіргізе алған жоқпын мен. Сіз сонда Германиядан әбден зерттеп оқып, оның бәрінен қымыздан неше түрлі нәрсе жасауға болатынын көз жеткізіп, ғылыми дәлелдеп, елге әкеп қояйын дедіңіз ғой. Иә. Заводты бәрін осы жақта жасап. Осы жақта жасап, осы жақта істемекші болдық қой. Енді ол нәрсені ол жақта да дамытып кете беруге болатын еді. Себебі мен ғылыми жұмысымды, жаңа 3 жылдық жұмысымды 1,5 жылда істеп тастағаннан кейін, олар маман болып қалуыма олар дейсіз. Иә. Бірақ ол жақта жылқы қалай жалпы? Германия немістер. Жылқы оларда да бар, негізінен спорттық бағытта ұстайды ғой, жылқыны жемейді. Жылқы көп екені көп, баршылық негізінен спорттық бағытта ғана ұстайды. Бірақ енді осы менің жұмысым 2001 жылы сол жақта жазылып қорғалғаннан кейін, ол жақта жұмыс қорғауына біздікілер сияқты емес, 15-20 ғалым жинап алып, соның алдында жұмысыңды түсіндіріп айтатын емес. Ол сен сол жұмысыңның жоспарын алып, сол жоспар бойынша мақалаларды жазып, сол университеттің сайтында жариялай бересің да. Университеттің сайтын бүкіл фермерлер көріп отыр. Ол жақта сондай олар күнде жаңалықты оқып отырады. Өздеріне келетін. Мысалы, сіз ол сайттан бір информация алам десеңіз, көрсетіп қояды. Енді сол информацияны толық алайын десең, ақша төлеуіңіз керек та. Ал оны фермерлер үшін тегін жасап қойған. Тегін дүние қалай, олар ғылыми жаңалықты күнде қарап отырады, не жаңалық шықты деген сияқты. Сол университеттің жаңалығынан соны көргеннен кейін, қазіргі біздің тілімізде ғой, сіз өзіңіз ойлаңыз, қазір 2025 па, ол мен 2001-2004 жылдары, олар сол кезде сіздің жұмысыңызды қанша адам оқыды, қанша адам соған дұрыс пікір қалдырды, қанша адам қызықты соған қарады. Соған байланысты ол бағаланады да. Ана бір 11-20 адамға, 15-20 адам сияқты бізде комиссияға дәлелдемейді ол жақта. Тәжірибесі бар фермерлер қарап, баға береді. Сосын кейін, мысалы мен сол жұмыс жазуды барысында жазам ғой жаңа жерге. Мен осы тәжірибелерді қарау үшін осындай мекемеге баруым керек дегенде, сондай мекемелер шақырады өздеріне тегін. Кел, өйткені себебі бұл ғалымдармен қаншалықты жақын болатын болса, жаңалықты соншалықты тегін алу мүмкіндіктері бар да. Сол үшін, мысалы, мен Европаны сол кезде ешқандай қаражат сарыладым десем де болады да. Онда қандай, мысалы, бір жерде бие сауып жатыр ма, мен сол шаруашылықта бармын. Екінші бір жерде етін өңдеп жатыр да. Тамақ кеп қап дастарханға. Бісміллә. Қан. Міне. Ой, рахмет. Дастархан жайып отырып. Келіңіз. Қымызбен күріш жақсы кетеді дейді ғой. Рахмет. Құрметті ағайын, бұл енді бір арнайы қалай дейміз, бір арнайы бір сұхбат емес, арқайын отырып, қазақтың ұлттық сусынын жалпы қалай жасады, қалай зерттеді, сол туралы әңгіме дүкен.
жалпы қазаққа жеңіл тілде жеткізу үшін өзіміз арнайы шақырып отырмыз хан ордасында. Халық түсінсін, бұл жеңіл тілде, ғылыми тілде емес, ғалымдар жоқ. Біз арамызда қарапайым қазақ көріп, осыны қымызды қалай зерттеді, одан не шығады екен? Біздің түсінігімізді жаңа айтып отырмын ғой. Қымызды ішуді білеміз. Шөлдеген кезде қымыз ішеміз. Кіріп шығып жүріп іше береміз. Осы Құдай өз бетін арасында ковид болған кезде дәрі ұқсатып ішті. Соның қымыздың ішінде тағы талас бар ғой. Қазақтың ішінде қымыз қазақтікі, ойбай қымыз немістікі, қымыз қазақтікі, қымыз немістікі деген, қырғыздар біздікі деп. Жалпы қымыз кімдікі дегенде қымыз биенікі деген секілді. Сол немістер патентовать етіп алды қымызды деген әңгімені ұшы шығып келе жатқан секілді. Қымызды біреу патентовать етіп алуы мүмкін бе? Енді ол жылқыдан шығатын сүт өнімі ғой енді. Ол немісте болсын, қазақта болсын, бірақ ол патентовать етіп алды деген қайдан шықты деймін да? Мына жаңа мен әңгімені бастап келе жатырмын ғой. Сол жақта оқып жүргеннен кейін жаңа 2001 жылдар жұмысымды бастадым. 2011 жылы енді мен 2004 жылы қорғап кеттім. Сонда 2011 жылы мен Гумвельт стипендиясын алдым. Гумвельт деген атақты ағайынды ғалымдар бар. Сол ғалымдардың атында Берлинде университет бар. Сол университетте жыл сайын жаңа көп оқылған ғылыми жұмыс деп стипендия береді екен. Стипендия деген жаңағындай сол ғой. 2 айға, 1 ай Германияны қыдырасың, 1 ай жаңағы бір ғылыми доклад оқисың да. Сонда сол университетке бардым. Сол кезде мен түсіндім, жаңа 2001 жылы Германияда бір 10 шақты шаруашылық барын жылқы ұстап, жаңағындай сауатын. Ал бірақ 50 жыл болған жаңағы Цольманның шаруашылығы болып тұр ғой, мен ғылыми жұмыс сөз жасадық. Сонда қараңыз, үкіметтен бөлген үлкен ақшаға біз ол жерге 100 бие қосымша сатып алдық. Сосын кейін қорасын жаңадан салып, автоматтандырып, сосын кептіретін техниканы алдық. Ол мемлекеттің жаңа ғылыми жұмысқа бөлінген арнайы ақшасына жасалынған шаруа. Сонда ғылыми жұмысқа немістер қалай қарап отыр да? Менің бір тақырыбымның өзіне, кішкентай ғана бір тақырыпқа 8 миллион евро ақша бөлінген. 8 миллион ашын жай қымыздың бір нәрсе жасау. Бір тақырып үшін ғана да. 8 миллион евро. Сонда 1 миллион, енді ол жақта әр нәрсе қымбат қой. 1 миллион евроға жылқысын алдық, 1 миллион евроға жаңағы несін жөндедік, жаңағы қора жабдыған. Жеген жоқсыздар 8 миллион. 1 миллион евроға тағы да 100 гектар жер сатып алдық мемлекеттен. Сөйтіп, бұның жері 400 гектар, қазір 400 жылқысы бар. 400 гектар жерде 400 жылқы ұстап отыр. Кереметтікті көрмейсіз ба. Содан қымызды патенттеу деген қайдан шығады дейсіз ғой. Сол 11 жылы осы Қазақстанда гастроэнтерологтардың үлкен бір конференциясы өтті. Сол конференцияға шетелден қонақтар келді. Енді Башкирия бар, баяғы Совет үкіметінің нәрселерінен, тағы басқа жақтардан, Россияның әрбір қалаларынан, біздің Тәжікстан, Өзбекстан дейміз, Қырғыздан бәрінен. Сол кезде бұларға да бір шетелден қонақ керек болды. Сол осы Цольман болды. Сол ғылыми конференцияны өткізген бізде Абай Жанғалып деген ғалым бар. Негіз қазақтың көбі біле бермейді. Қымыздың денсаулыққа, әсіресе адамның ішкі ағзасына пайдалығы жайында бірінші кандидаттық жұмысын қорғаған және докторлық жұмысына қорғаған осы Абай Кенжебайұлы деген ағамыз. Ол кісі осыдан 2-3 жыл бұрын қайтыс болып кетті. Сонда қымызға негізі ғылыми медициналық тақырыпта жұмыс жазған сол кісі. Қазір сол кісінің шәкірті бар, Бақытжан Бейімбетов деген, ол мына Астанадағы президент әкімшілігі астындағы больницаның бас гастроэнтеролог. Сонда сол кісілер жаңағы жиынды өткізеді ғой, сол жиында Цольманды шақырады. Себебі, жаңа мен әңгіменің басында айттым ғой, 91 жылы Совет үкіметінің ғалымдары барып, Германиямен бірігіп қымызды зерттейтін болды деген да. Бірақ 91 жылы Совет үкіметі бөлінді де бұл шаруа тоқтап қалады. Содан бұл шаруаға жүрмейді. Маған енді қызық болады ғой, мен қымызбен айналысқаннан кейін сол нәрсені іздеп, сол материалды тауып оқып қарағанда, сол Германияға барған 7 ғалымның бірі осы Абай Жанғабылов екен. Жанғабылов фамилиясы Абай Кенжебайұлы деген ағамыз. Сонда сол нені құрамында бар екен. Содан ол айтады да, сен сол жақта Германияда екенсің, сол кісіні мен білетін едім. Совет үкіметі тарап кеткеннен біз араласа алмадық.
Енді ол кісі бар ма жоқ па білмеймін. Соның семьясынан біреуді осы біздің жаңағы үлкен фестивальға, семинарға, конференцияға алып келсең деп. Содан ол кісіге айтсам, ол кісі қуана келді. Енді сол кісінің қызы мен күйеу баласы ғой қазір сол шаруашылықты істеп отырған. Солар келді. Сол келген кезде ғой шығып жүрген. Ойбай, қымыздар, немістер қымызды патенттеп алыпты, үйтіпті, бүйтіпті деген әңгіме. Шынтуайтында ешкім патенттаған жоқ. Себебі су патентталынбайды ғой. Жерден шығып жатыр. Сиырдың сүті патентталынбайды. Ол да сиырдан шығып жатыр. Қымыз да патентталынбайды, себебі ол биден шығып жатқан. Енді сол мына осы қымыздан басқа бір нәрселер жасап шыққан сол патенттеледі. Мысалы, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, құрғақ қымыз ішесің ба деп. Мына құрғақ қымыз өзіңіз көріп отырсыз, иә. Құйып берейін мен. Иә, құрғақ қымызды қалай құю керек екенін көрсетесіз ғой. Құрғақ қымыз бар. Және бізде сұйық қымыз бар. Иә. Құрғақ қымызды былай құяды дейсің. Мынау құрғақ қымыз саумал, оның үстіне саумал. Иә. Міне. Сөйтесіз да? Мына жерде қазір бізде қанша капсула деп тұр? 90. 90 капсула. Иә. Мынау құрғақ қымыз, құрметті ағайын. Осыны енді міне Айтуған ағамыздың осы болашаққа барып оқып, сол кездегі осы патентталды. Мынау патентталған енді. Қымыз патентталды, капсуладағы қымыз патентталды, капсуладағы саумал патентталды. Мынау патенті бар? Патенті жоқ қымыз. Мынау. Мынау патентталмаған. Мынау патентталған қымыз. Дұрыс па? Мына жерде енді как раз осы қымыздың үстінде патентталған шайлар келіп отыр. Қазір әкеңіз мына жерге шайды әкеп қояйын. Самаурын шайы келіп отыр бізге. Самаурын шайы. Мына бізде әңгімен дәмелі. Хан ордасында осындай міне әңгіме қызған кезде шай келеді. Енді әңгіме бөлек болады. Тарымен шай енді. Иә, сонымен айтайын дегеніміз ана жаңа қымыз, неміс қымызды патентталған. Жоқ, қымызды ешкім патентталынған, және қымыз патентталынбайды. Тағы да мына халыққа түсінікті болсын деп атымыз ғой, бағанадан айта кетейін деген нәрсем, қымызды біздің де меншіктеуге құқымыз жоқ. Себебі қымыз жалпы түрік халықтарының барлығына ортақ десек болады. Себебі қазақтың ұлттық сусына қымыз десеңіз, Қырғызстанға барғанда қырғыздар айтпайды ғой, біз қазақтың ұлттық сусына қымыз ішіп отырмыз деп ше. Сондықтан менің ойымша бұл меншіктелінбейтін дүние, жалпы сол түрік халықтарына ортақ. Бірақ қазақтың ұлттық сусындарының бір түрі қымыз деп ішсек болады. Ал енді жаңалық патент не нәрсеге беріледі? Осы қымыздан осы патентті жаңағы капсулалайсың ба, әлде мынандай косметика жасайсың ба, немесе жаңағындай сабын жасайсың ба, осылардың барлығы патентталынады. Өйткені себебі бұл өнер табысқа жатады. Ал қымыз өздігінен патентталмайды. Сондықтан ешкімде ешқандай патент жоқ. Осы қымыз ғылыми зерттеу институтының арқасында біз неше жылдық еңбекте, 20 жылға таяу еңбекте біз осы нәрселерді патенттадық. Қазір біздерде патенттің 4 түрі бар, 12 түрі алынады бұл шақта. Қазір жұмыс үстінде. Мынау қазір капсула, бұның ішінде саумал. Иә, кепкен саумал. Кепкен саумал. Иә. Бұл демек қазір табиғи таза өнім. Мынау қараңызшы, жай қымыз қазір жылқыдан сауып алған кезде, бұны енді біздің қазір миымыз жетпейді да, бұны қалай құрғақ ұнтақ қып шығарады деген. Мынаның іші ұнтақ қой енді. Иә. Мынаны қараңыздар, қазір мен былай ашам. Бұның ішінде ұнтақ. Иә, бұны міне бүйтсеңіз ұнтақ болады мынаның ішінің бәрі. Мына қараңыздар. Мен ұнтақ қылсаң кәп-кәдімгідей нәрсе бар. Ағайын, міне ұнтақ. Бір қасықтай ұнтақ шықты. Былай істейік, түсінікті болу үшін. Міне, мұнан қараңыз ұнтақ. Бір капсуланың ішінде осындай ұнтақ. Бір капсула бұл 1 литр ма или қалай? Жоқ, бір капсулада негізінен бір 100 грамм сүттің, мына сүттің энергиялық құндылығы мұнамен бірдей. Себебі мынаның ішінде сұйықтық қой. Бұны кептірген кезде бұның 90% су. Ол қатып, біздерде қатыру арқылы кептіреміз, қатқан кезде ол мұзға айналады да. Түбінде мынандай ғана ұнтағы қалады. Енді мұзға айналынған суды жылытқан кезде ол буға айналып басқа жаққа кетеді да, бізде ұнтағы ғана қалады. Осы ұнтақты біз жаңағындай
кептіріп мынандай нәрсеге салған кезде осындай болады. Енді күніне сіз осындай таңертең біреуін, түсте біреуін, кешке біреуін капсула ішетін болсаңыз, 3 мезгіл 100 граммнан сүт ішкендей қуат ала аласыз. Қалай дейсіз ғой? Мысалы, мынау 100 грамм сүтті сіз ішесіз. Бұл сіздің организміңізге барған кезде, мынау суды бөледі, құрғағын бөледі ғой. Сол кезде сіз шамамен 100 килоджольді энергия құртасыз. Мынаны қорыту үшін. Сосын қорытылғаннан бұл сізге сіңеді ғой. Сізге 200 килоджольді энергия береді. Енді өзіңіз 200 килоджоль энергия алдыңыз. Бірақ оның 100-ін сіз осыны қорыту үшін шығындап алдыңыз да. Сонда адамның ағзасының алатыны негізінен 100 килоджоль энергия ғана да. Ал енді біз соның анау істейтін жұмысын былай айтқанда алып тастадық қой. Ал енді сіз мына ұнтақты алып ішкен кезде, бұл ұнтақ сіздің асқазаныңызға барып бірден сіңіп кетеді. Сіңіп кеткен кезде сіз 100 килоджольда энергия аласыз да. Сонда бұның энергетикалық құндылығы, мысалы, бір капсуламен 100 грамм саумалдың энергетикалық құндылығы бірдей. Мен өз басым негізі іштім, ішіп жүрмін. Неше жыл болды біз айтуғана бірге жұмыс істеп келе жатқанымыз ғой. 5 жылдай болып қалды. 4-5 жылдай болды. Пандемия кезінен. Сол кезден бастап алып іштім. Енді мен көршілерімде қымызды дәрі құсатып ішетін, мына капсуланы мен өзім бала шағама, кішкентай балаларым енді мына капсуланы тұтастай жұта алмағандықтан біз осылай ашып беретінбіз. Ол былай жеген жақсы көреді. Капсуланы ашып аузына тастайды да, осылай жеген жақсы. Тәтті дәмі бар ғой. Бұны ана желемаған балаға тамаққа да қосып бере берсе болады да. Енді біреулер айтады да, бұл қандай пайдасы бар деп. Жоқ деген кезде айтатын нәрсе, мысалы, сіз бұны сұйық күйінде ішіп жатқан жоқсыз ғой. Сол үшін сіз күніне 3 мезгіл ішсеңіз, белгілі бір мөлшерде керек витаминіңізді аласыз. Сонда бұның 3 капсуласы адамның ағзасына күнделікті керек витаминін толық бере алады. Егерде денсаулығыңыз кішкене түсіп ауырыңқыраған болсаңыз, әрине көп ішсеңіз, оның артықшылығы жоқ та. Мен енді бір капсула, 2 капсула, 3 капсуладан іше беремін ғой. Энергетикалық құндылық деген сондай, сіздің энергияңыз ішеді. Енді бұны іше салған бетте бұл дәрі емес қой, бірден ішіп алдым, басым жазылып кетті, жаңағыдай ауырған, сырқағаны қоя қой дейтін нәрсе емес. Бұл күнделікті сіздің ағзаңызға витаминді толтырып отырып, бұның әсерін сіз бір 7 күн, 10 күнде толық сезіп біле аласыз да, себебі сіздің жағдайыңыз күнделікті жақсара береді да. Енді оны мен айтпай қойын, өткенде осы байғымыз фестиваль өтті, өзіңіз білесіз. Сол фестивальда 20-ға жуық ғалымдар осы жайында доклад оқыды. Анау Сахадан келгені бар, жаңағы Башкириядан келгені бар, Қырғыздан келгені бар. Осы жаңағы саумалмен, енді қымызбен қалай емдегендік жайында ғылыми мақалаларын көрсетті. Жаман ауруға дейін емделінген да. Сонда бұның құдіреті не нәрсе дегенде, қымыз жалпы адамның ағзасын көтереді. Ағзасындағы иммунитетті көтереді. Иммунитетіңіз көтерілгеннен кейін ағза өзі жүрішім жасай бастайды. Яғни өзіндегі өлген клеткаларды шығарады да, адам жазылуға барады да. Кезінде осы рас па? Біздің елде кумуса лечение деген, сол Совет өкіметі кезінде қымызбен емдеу деген процестер болған дейді. Клиникалар болған дейді. Өткенде мен сізге бір кітапша көрсеттім ғой, сол кітапшаның ішінде осыдан 200 жыл бұрын жазылып кеткен қымызбен емдеу жайында кітаптар бар. Әрбір ғалымдардың қайсы ауруға қаншалықты мөлшерде қай уақытта беріп ішкізу керек жайында жазып кеткен әдебиеттер, соның өзіне уже 2 жылдай уақыт болған. Яғни қымызбен емдеу деген арнайы ғылыми түрде 200 жыл басталып кеткен екен да. Ал енді Қазақстанда 91 жылға дейін, Совет үкіметінен тарағанға дейін 9 қымызбен емдеу орталығы болған екен. Бұл санаторийларда кәдік күндей. Оның біреуі Көкшетауда. Негізі ең бірінші ашылған санаторий негізі Көкшетауда айтады дейді. Бұл 1898 жылы темір жол салынады. Осы темір жолшылар үшін арнайы ашылған пункт екен да, қымызбен емдеу. Айналы ғалым келіп, негізі сол темір жолшыларға қымыз беруден бастап, соны емхана ақып кеткен. Содан жылдар өте келе ашылып, Қазақстанда 9 жерде болған екен. Көкшетаудың өзінде 2-3 жерде, Қостанайда, мысалда, Шымкентте, осы Алматыда 1-2 жерде, соның 4-еуі балаларға арналған екен. Сонда өзіңіз қарасаңыз, Совет үкіметінде бізде қазіргідей 99 түрлі ауру жоқ. Аурулардың барлығы санаулы болатын. Негізгі аурулар бұл бруцеллез, туберкулез деген сияқты мына
малға қатысы бар, малдың маңайында жүргеннен кейінгі аурулар да, малдан адамға, адамнан малға өтіп жүрген да. Осы ауруларды емдеу барысында көп ойбай қымыз туберкулезге емдейді. Ол кезде тек туберкулезді емдеу үшін ғана болғаннан кейін да. Ал қазір келген кезде қайсы ауру болсын, аллергияңыз болсын, ДЦП-іңіз болсын, балалардың арасында болып жатқан астмаңыз болсын, тіпті жаман аурудың өзін осымен емделіп адамдар жазылып жатыр. Енді бар, ондай адамдар қазір телевидениеде интервью беріп жатыр. Өткенде ғылыми конференцияда атын атап түсін түстегендер де бар. Енді сіздер мына саумалмен емдеп жатқан жерде қаншама адам келіп емделгенін біліп жатыр. 7 химия алып, орнынан тұра алмай қалған бір кісі келіп. 7 химия алып, орнынан тұра алмай қалған кісі келіп ішіп, жаңа жатып намазымды оқып жүріп тұра алмаймын деген кісі осы жерде жүгіріп жүр ғой, таңертең шығып былай. Сонда көрдіңіз бе, Аллахтың бізге беріп қойған бұл дәрісі да. Әрине біз бұны күнделікті сусын ретінде пайдаланады. Бұл жаңағы ғылыми зерттеу бұрын болды ма дегенге саяды ғой бұл. Сонда жаңағы қымызбен емдеу орталықтар ашылса, яғни ғылыми жұмыстар жүргізілді деген сөз да. Ғылыми жұмыстар жүргізілу барысында қаншама зерттеулер жасалынған, жаңағы 9 неде да қаншама мысалы аурулар жазылған. Ол жайында жаңағы тарихта бар, бізде ғылыми жұмыстарда қорғалынған. Енді осы адамдарға түсінікті болу үшін айтып кеткіміз келетін, сол кезде солар жұмыс істеп тұрып, неге жабылды деген мәселе бар ғой. Сонда бұны арнайы жаптырған себебі жаз бойы, мына 80-ші жылдар, мен ылғи айтамын, 80-ші жылдар, ол 82-84 жылдары барлық аудандарда жаппай жылқыны байлатып, жаңа социальный эксперимент болған ғой, барлық адамдарға қымыз ішкізген. Жаз бойы қымыз ішкен адамдар қыс бойы ешкім тұмаумен ауырмаған. Себебі иммунитеті көтерілген адамға тұмауға ешқандай да әсер етпейді. Осы нәрседе аптекада дәрі өтпей қалады. Соған байланысты қымызбен емдеуді тоқтатқан саяси тема. Ал қазір үлкен бизнес сол қымызы жаңағы не ғой, дәрімен емдеу, химияны беру үшін. Ал адамдар енді осы пандемиядан кейін түсіне бастады, адамның денсаулығы ең үлкен байлық екенін, және осы қымыздың пайдалы екенін. Байғымыз фестивалі өтті әнеу күні. Сол байғымыз фестиваліне әутері жан-жақтан ат арылтып кеп қатысқан 50 компания болды. Мен қымызды көрдім. Енді қымызды мен жасап келе жатқалы 30 жыл болды ғой. Сонда әртүрлі қымыздарды көрдім. Шын айтқан кезде қымыз жасау мәдениетін жоғалып бара жатқандығы маған батты. Мысалы, әрбір жерлерде ғана кәдімгідей мәдениет сақталып қалды. Бұл Қарағандының Жаңарқасы, жаңағы Семейдің Саржазы, мына Кеген деген сияқты жерлерде, көп жерлерде жылқы ауылға кірмейтін жағдайға кетіп қалды да. Сол үшінде де адамдар ұмыта бастады. Бұны қалай істеу керек, қайда жасау керек деген сияқты да. Бір мысалы күбімен месте жасалынып келатқан қымыз болатын болса, қымызбен месте жасалынған болатын болса, қазіргілер өздерінше оны түсінген жоқ, оңтайландырып, жаңа пластмассадан немесе андай нержавейка дейміз ғой, датпатпайтын тыстарда қымыз істей бастады. Шындығында ол жерде қымыз демалмайды. Демалмағаннан кейін ол ашымайды. Көбісінің қазір ішіп жүрген ашымаған шикі қымыз. Ал қымыз ашу үшін ол кәдімгідей белгілі бір демалып тұру керек. Ол қайда? Ол ағашта демала алады, месте демала алады да. Теріден жасалынған, ағаштан жасалынған дүниелерде да. Сол үшін одан ол ауа қымызда демалу керек десең. Міндетті түрде ғой, қымызда демалу керек, қымызда ауырады ғой. Уақытында сіз естіген шығарсыз, апа, ойбай, қымызға жел тиіп қапты деп кәдімгідей баланы жаңа құндақтағандай қымызды құндақтап, жауып, жылытып, сөйтіп барып емдетіп алатын да. Қымызға да суық тиеді. Біз енді дайын ішкеннен кейін анау өзіміз күнде баққан. Себебі мысалы біз қанша деген қымыз ішіп білдік қой, ана күні 50 адамнан мен қымызын татып шықтым. Қуандым, себебі кәдімгідей қымыз әдемілеп баптауды үйренген, бір-бірінен үйреніп жатыр деген сияқты да. Сонда 50 адам 2 күннің ішінде 50 тонна қымыз сатты. 50 тонна. Қымыз 2 күнде. Сонда 2 күнде 50 тонна қымызды Астананың 1% адамы дәм татқан екен. Енді Астананың 99%-ін қамтамасыз ету үшін қанша қымыз өндіретін керек. Сонда Қазақстанды елестет десеңші. Енді сол үшін Қазақстанды қымызбен қамтамасыз ету үшін қаншама қымыз өндіретін кәсіпорындар ашылу керек та. Мемлекет осы жаққа дұрыс көңіл бөлсе деймін да, себебі бір қымыз бір ауылда асырайды. Бір қымыз цехы бір ауылда асырайды. Өзіміздің отандық өнім, өзіміздің отандық сусын
өндіріс өзімізден, жұмысшылар өзімізден болады бір жағынан. Сол мысалы мен айтайын деген нәрсем, қымызды аз болғаннан кейін біз шетелге шығара алмай отырмыз. Себебі шетелге сен 1 тонна 2 тонна қымыз жібере алмайсыз. Жіберсеңіз 50-60 тонна вагондап жіберу керек та, сол кезде ғана өзіндік құны төмен болады. Мысалы мына косметиканы жасап отырмыз Кореямен. Осы Корея үлкен косметика жасағысы келеді, бірақ мен 1 жыл бойы жинаған ұнтағымнан 1 партия жасап әкелемін ғой, былайша айтқанда. Мынаны қымыздан жасайсыз. Иә, бұл да биенің сүтін кептіріп, содан жасаймыз. Сабынды, мен сабын, шампуньдар қолданып келем 5 жылдан бері. Иә. Сабын, шампуньдарды қолданып келем, аны жазда жарылып, тері түскен кезде, сол сабынмен жуған кезде мен саумалдың сабынын тазалық үшін емес, ем үшін қолданамын. Шампуньда мысалы басыңды жусаң бүкіл денеңе жағасың. Анау сүт қой енді былайша айтқанда тазалық бір бөлек, ем үшін де қолданасың. Кремінді жағып көрдім мен дана келіншегім үйде. Кремін алып көрдік қой өз басында, крем жасаған кезде. Соны көріп дана айтты ғой, мынандай сіңімді болатын косметика мен әлі көрген жоқпын деді. Қанша қымбат косметика қолданып көрдім, бірақ саумалдың мына тез сіңіп денені қандай жұмсартатын кремдерін ондай көрмедім деді. Өйткені осы нәрсені жасап жатырмыз, енді осыны көп қылып істеу үшін оған көп ынтақ керек. Көп ынтақ жасау үшін көп аспап керек. Көп аспап алу үшін көбірек ақша керек деген. Мемлекеттің тарапында осы дұрыс қаржыландыратын болса, әр бие істеген адамның үйінде мысалы 200 литр сүт сатса, 100 литрін қымыз қылып сатып, 100 литрін кептіріп отыратын болса, біз тонналап осы ынтақты жинап, бұларды біздерде мыңдап, миллиондап шығаратын едік та. Енді болашақта сол болады деген сенімдеміз. Қазір соның барысында да жұмыс жасап жатырмыз ғой. Сонда енді шынымен осы биенің сүтінен жасалынған дүниелерді тұтынған адамның жамандаған ешқайсысы жоқ, себебі бұл табиғи, таза дүние болғаннан кейін да. Аны қараңыздаршы, құрметті ағай. Мынау қымыздың саумал капсуласы, міне, капсуласы. Мынау қымызы, қымыз капсуласы. Мынау жаңағы кремі. Мынау жаңа тоже бүйтіп тамызатын бір әжімдерді кетіру үшін жасалатын. Мынау құрғаған күндізге кешкіге жағатын кремі. Ұйықтарда күндіз жағып қоятын кремі тағы. Бұның әлі 6 түрі бар. Мына жерге барлық келген жоқ қой, жаңағы сабыны да, шампуны да бар. Сабыны, шампуны бар. Аяқ асты әңгіме болғаннан қасымызда жүрген нәрсені ғана алып шыға салдық осы жерге. Мен өзім қолданған нәрселерді айтып жатырмын да. Қымыздан неше түрлі нәрсе шығаруға болады. Енді ағамызбен ойластырып, анау мороженый балмұздағында зубный пасты жаңа тіс жуатын пастыны. Енді сіз жаңа айттыңыз, ғылыми зерттеу институты деген не деп ше? Сіз өзіңіз қарасаңыз, мына дамыған мемлекеттердің барлығында өндіріс көп. Неге өндіріс көп? Егер өндірістің қасында ғылыми зерттеу институты болмаса, өндіріс дамымайды. Зерттеу керек. Сіздің мына немістің атақты Мерседес машинасының қасында ғылыми зерттеу институты бар. Олар 10 жыл бұрын, 10 жылдан кейін қандай машина шығару керек екендігін алдын ала есептеп жазып береді. Сол үшін де өндіріс құламайды. Олар алдын ала 10 жылдан кейін адам қандай машина қажет ететінін жазып береді. Сол сияқты ғой, бізде қымыз ғылыми зерттеу институты деген кезде бәрі ойлады, бәрінің ойында сол ғой, жаңағы 4-5 этажда жаңағы ғимарат, соның ішінде жаңағы көзінде лупадай очкиді киіп алған, жаңағы бір нәрсеге бір нәрсені қосып шаштарды түтіндеп жүрген бір ғалымдар екен деп ойлайды да. Негізінен ондай емес. Біз неміс методикасына жұмыс жасағаннан кейін ғылыми зерттеу институты деген бұл менеджерлік контора. Менеджерлік контораның жұмысы не нәрсе дегенде, ғылыми тақырыпты аламыз да ғалымдарға береміз. Олар соны жасап, соны жинақтап, соның өнімін өндіріске енгіземіз. Сонда біздің ғылыми зерттеу институты жаңалық тауып береді, оны ғалымдарға ашқызады, соны өндіріске енгізеді. Сонда қазір сіз өзіңіз қарасаңыз, бізбен жұмыс жасайтын, енді мен саусақпен санасам, мен саусағым жетпей қалар, бір 50-60-қа таяу бізде ғалымдар бар. Бұл Алматының технологиялық университеті, тағы да МИТУ деген университет бар, Международный институт жаңа технология деген, өйерде технологтар бар. Сол кісілермен де бірігіп, мысалы 3-4 ғалым ана университетте, 4-5 ғалым мына университетте, соның сыртында мысалы осы сүтті кептіру үшін аспап жасап жатыр ма? Жаңа технологтар не істеп жатыр дегенде, қазір біздерде мына йогурттың, шоколадтың, мороженыйдың бие сүтінен жасалынған түрін жасап, соны патенттеп жатыр.
оны патентпен бекітпесең ертең талас болып кетеді ғой. Оның сыртында мысалы осына косметикаға қатысты тағы да басқа 12 патентқа біз қазір сұраныс беріп қойдық, аламыз деп жатырмыз. Және де осы сүттерді кептіру үшін біз неміс аспабын да көрдік. Неміс аспабы негізінен вакцина кептіруге арналған екен, сүтті кептіруге кішкене қолайсыздық тудырды. Одан сол сияқты Қытайдың да аспабын алып көрдік жаңағы. Ол да сондай, ол негізінен андай жеміс жидек кептіруге арналған екен де, сүт кептіруге де біраз қолайсыздықтар тудырды. Біз соны осы ғалымдармен бірге отырдық та, осы нені неге жасап шықпаймыз? Арнайы бие сүтін және түйе сүтін кептіретін аспап деген нәрсені жасап жатырмыз. Сол ғалымдармен бірге Алла нәсіп етсе, осы жылдың аяғында ол аспапты да патенттаймыз деп отырмыз. Біздің елде жасалып жатыр. Иә, біздің елде осы Қазақстанда сүтті кептіретін, арнайы бие сүтін, бие және түйе сүтін кептіретін да. Енді Алла сәтін саса, бір күні біз о жаққа да бар, о жақтан да бір жұмыс жасаймыз. Қазақтардың қандай инженер мықты балалары бар, сол нәрсені жасап жатқандығы жайында да. Сонда ғылыми зерттеу институтының жұмысы негізгі ғалымдарға болашақта жаңа сатылатын технологиялар мен сатылатын дүниелердің тақырыбын ұсыну, сол ғалымдардың басын жинап, соны ғылыми дәлелдеп шығып, және соны өндіріске енгізу. Біздің негізгі жұмысымыз осы. Мынау енді саумал көп адам іше алмайды ғой. Өзімізде бір қиналып ішеміз ана саумал. Тәтті болады ғой енді. Сүт деген бірден сауған кезде тәтті болады. Ана қымызын ішіп жатады. Сосын көпшілік қорқады саумал ішуге. Саумал ішсем ішім кетіп қалады дейді. Ол мысалы неден болады? Мысалы біреулердің іші кетіп қалады саумалда. Біреулер қымыз іше алмайды. Бұл енді шын айтқанда ана нерві жағында болатын шаруа біріншіден. Ана сүт өнімдерін іше алмайтын адамдар болады. Олар сүтті көрген бетте өздеріне сондай программа береді, ол нәрсені өздеріне тоқтатпайды да. Ал екінші мәселе, біз осы саумал сау барысында көптеген қателіктерге жол беріп қоямыз. Біздің ыдысымыз дұрыс жуылмаған болуы мүмкін, ішінде бактерия болуы мүмкін, осындай жағдайлар, немесе сүт өте жылы келуі мүмкін, немесе сүт салқын келуі мүмкін деген сияқты асқазанға жаңағыдай не беретін, кері реакция беретін дүниелер болған кезде барып, адамның іш жүру мәселесі байқалатын болады. Ал осы мәселелерді ойластыра келе біз не үшін осыны капсулада жасадық деген кезде, осы саумалда іше алмайтын, өзімен алып жүре алмайтын болғандықтан, біз осыны ыңғайлы етіп жасадық. Бұны қалтаңызға салып аласыз, бүйтіп қарасаңыз, 30 күнге сізге жетеді ғой, күніне үшеуден ішкенде 90-ы. Сонда сіз бір айда шамамен 18 литр сүт ішкендей жағдайда болады. Бірақ сіз 18 литр сүтті өзіңізбен арқалап жүре алмайсыз ғой бір ай бойы. Мынаны қалтаға салып алдыңыз, керек жерінде уақытында пайдалана беретін мүмкіндік бар. Құрметті ағайын, капсуланың бір жақсы, енді мен өзім тұтынған тұтынушы ретінде айтайын, бала шағамызбен, отбасымызбен біз осы капсуланы ішіп келеміз негізінде. Саумалы өте тәтті болады, қымызы кішкене қышқыл болады. Кәдімгі қымыз, бұны ішін суға қосып жіберсең де қайта қымыз болып шыға келеді. Біз осы капсуланы ішіп жүрміз. Енді келіншегім асқазан ауырды да, больницаға барған кезде дәрігердің өзі айтты. Антибиотик берді да, анам бәрін берді айтты, бірақ антибиотик қолданбай ақ қойғаныңыз абзал. Мүмкін болса саумал ішіңіз деді ғой енді. Жақсы деп саумал ішіп бастады ол. Бір күн барды, машинамен арнайы барды, таңертең ерте бару керек. Енді бірінші күн бардық енді, екінші күн бірінші күн құрметті достар деп инстаграмға саумал ішуге бара жатырмыз деген тема кетеді. Екінші күн ойбай ұйықтап қалдықпен барасың. Мәне келе жатырмыз деп жүгіріп. Үшінші күндер ұйықтап қаласың, өзі таң атпай тұрғың келмейді. Төртінші күні жаңбыр жауады, төртінші күні қонақ келеді, алтыншы күні машина сынады. Жай WhatsAppпен жүріп, таксимен беріп жіберетін мүмкіндіктер жоқ па екен деп, барамай қалдым деп үзіліп қалады да. Ал мына капсуланы ішкен өте қолайлы деген, енді пайдасы орасан зор, оны көрдік, Аллаға шүкір. Бұл қалтаңда жүреді, шынымен кез келген уақытта. Мен гастрольге де алып жүрдім, талай гастрольде де жүрдік. Өздеріңіз көрген боларыңыздар. Историяға да салып отырдым. Ылғи таң атпай ерте тұру, қуатты болу. Жаңа осы қан ордасында таң атпай келедім, сағат 2:30-3-те келем. Түнгі сағат 12-де кетем, 1-2 сағат ұйықтап қайттан келем, атқа мінем, бәрі біледі ғой, сториске салып жүрмін. Ұйқы қайда деп жаңа мен құрдас жаңа театрда Жанболаттың өзі айтады. Таң атпай сағат 5-терде ол тойдан келе жатыр ғой, бір қаладан келе жатыр да. Мен есіктің алдында жүрмін ғой, ұйқы жоқ. Да ерте тұрмам. Сөйтсем бүйтеді ғой Жанболат.
Мәке, сізге уже бір 5-6 қой алу керек та дейді. Осы домның артында бағып жүру керек таңертең ерте тұрып. Сіз ешкімге ұйқы бермейсіз таңертең ерте тұрып аласыз дейді. Оның енді пайдасын көріп жатырмыз. Алып жүрген кезде де өте қолайлы. Қай жерде жүрсең де қалтаңда, сөңгіңде жүре береді. Шетін кезде бір капсуласын аласың да, тарс жей саласың, болды. Таңертең кешке қаласың. Сол ыңғайлы шық жасалынған нәрсе ғой осының барлығы ше. Қуаттылығын жоғалтпайды. Міндетті түрде. Бұл оның барлығы бар, ол дәлелденген. Мысалы, саумал мен қымыздың екеуінің пайдасы арасында айырмашылық бар ма? Әрине бар да. Мысалы, адамның ағзасына көп керек нәрсені медициналық тілде әми қышқылдары дейді да. Бұл тамақтарды қорытып сіңдіретін дүние ғой. Саумалдың құрамында ол аз болады, саумалдың құрамында кішкене тәттілік қант болады. Бұл негізінен асқазан аурулары бар адамдарға саумал ішкен жақсы да. Ал енді басқа ағзалар ауыратын адамдарға қымыз ішкен пайдалырақ. Себебі қымыздың құрамындағы осы әми қышқылдары саумалмен салыстырғанда 2 есе көбірек. Мысалы біз айтамыз ғана В витамині, В2, В12, В6, В9 деп ше. Сол сияқты жаңағы бір витаминнің өзінің ішіндегі компоненттердің көбею мүмкіндігі саумалдан қымызға айналынған кезде. Бұрын ішіп көрмеген адам әрине саумал ішіп асқазанды үйреткен дұрыс. Одан кейін барып қымыз ішкен әлдеқайда пайдалы. Сонда көп адамдар сұрайды жаңағы қалай ішеміз, қай кезде деп. Саумалды негізінен тамақтың алдында ішкен дұрыс. Асқазанды жұмсартып нетіп береді, дайындап береді. Қымызды тамақтан кейін ішкен дұрыс. Өйткені себебі ағзаға келген әртүрлі витаминдердің ағзаға сіңуіне көмектеседі. Бұны мен айтпаймын, арнайы медицина ғалымдары айтады. Алла нәсіп етсе, біз осы хабарымызды ары қарай жалғастырған кезде сол кісілердің айтқан ғылыми мақалаларын қоса халыққа беріп отыруға тырысамыз. Жақсы, Құдай амандығын берсе, құрметті ағайын, баршаларыңызға енді бұл көріп отырсыздар өздеріңіз мына жерде без ГМО, халал және де бізде тағы да мөрлер бар екен. Біршама экологиялық таза. Барлық сертификаттардың бәрінен өткен. Тек қана бізде емес, бұл қазір басқа мемлекеттерде де сыртқа да сатылып жатыр. Сыртқа да сатылып жатыр. Негіз өзімізден гөрі өзгелер қатты бағалайды, өйткені құндылығын олар жақсы түсініп жатыр, пайдасын. Дәрі ретінде ішкеннен кейін біз енді қымызды, саумалды бір сусын ретінде ішеміз, жүгіріп келіп үйге келіп қымыз ішеміз. Бір жерге барсақ қымызды жай әшейін сорпа, су секілді іше саламыз. Көршім қатты ауырған кезде шынымен маған мәке қымыз тауып берші, енді аттың, жылқының жанында жүресің ғой сондай деді. Соны тауып бердім, сонда олар айтады маған, мәке ровно 8-ге үлгеріп алып кеш дейді. Тыныштық па енді кешірек келеді ғой, сен жоқ 8-ге үлгерші, у нас 8 часов прием дейді. Үйде обязательно 8-де ішеміз дейді, короче. 8-де қымыз ішеміз, одан кейін түсте ішеміз, кешке ішеміз. Ол негіз дұрыс нәрсе. Неге дейсіз ғой? Мына қымызды анда-саңда бір рет көп ішсеңіз, ол сусын. Ал егер оны күнделікті бір уақытта ішсеңіз, ол дәрі. Өйткені ағза таңертең мысалы сіз ауруханаға жатсаңыз, таңертең сағат 8-де дәрі береді, түсте 12-де береді, кешкі 6-да береді ғой. Неге? Адамның қаны айналып тұрады ғой. Әрбір 4 сағат сайын осы витамин барып тұратын болса, оның қанға сіңуі тезірек болады. Сол үшін не нәрсені уақытында ішсе, оның адамға тигізетін пайдасы жоғарырақ. Сондықтан бұл уақытында қалаған ішсең дәрі болады. Дәрі, дәрумен, шипа, бұда енді дауа бәрі бар. Енді бұны ешкімнің таласы жоқ деп ойлаймын. Бірақ ғылыми зерттеп, бұдан бірнеше түрлі жақсы нәрселер шығарып жатқан енді ағаларымызға көп рахмет. Келгеніңізге, сұхбаттасқаныңызға, енді жақсыны көрмекке дейді, осы бір жақсы дүниені өздеріңізге паш етіп отыру үшін, осы жалпы жылқыдан шығатын өнімнің барлығын енді ғылыми зерттелген түрде әр өнімді ерекше жеке-жеке сіздерге жеткізуге тырысамыз. Бұйырса, біз айтуған аға екеуміз осыны бір тереңірек зерттеп, тереңірек үңіліп, ағаларымыздың жасаған тың дүниелерінің барлығын сіздерге паш етуге тырысамыз. Енді келесі жол енді жаңа ағамыз сөйле бергендей, ғалымдардың дәлелденген ғылыми жұмыстарын жеке-жеке таныстырамыз. Баршаларыңызға көп рахмет. Мына Казхелс компаниясының ұсынған өнімдері алдарыңызда өздеріңіз көріп тұрған бұл жерде жартысы ғана Казхелс компаниясының барлық өнімдерін бұйыртса толық таныстырамыз деп ойлаймын.
Алла амандық болса, тағы да жүздесеміз енді. Баршаларыңызды дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ағарған ішіп жүріңіздер. Ер қанаты ат дейді, өз қазақпен жылқыны бөліп жаруға болмайды. Сондықтан да өзім бір... Атқа міну үшін күш керек. Ол үшін саумал ішейік. Саумал ішу керек десеңіз. Саумал ішіп қымыз ішсек, өзімізді атқа мінеміз. Атқа мінсек ауырмаймыз. Қалған әңгімені енді ат үстінде жалғастырамыз. Енді тауға шығайық, таза ауа жұтайық. Жақсы. Ары қарай әңгімемізді таудың үстінде жалғастырамыз. Ас болсын. Дастарханымызға байлық, денімізге саулық берсін. Ақтарыңыз көп болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын. Аллаху акбар. Қазақтың деймін да, аға. Қазақты мына жылқы малынан айыру, тілінен айыру секілді да. Салт дәстүрінен айыру секілді, әдеп ғұрпынан айыру секілді. Егер жылқыдан алыстап кететін болсақ, тілімізден алыстап кететін секілдіміз. Байқайсың, қазақтың бүкіл мақал мәтелі, қазақтың бүкіл апсана, аңыз, әңгімелердің барлығында, ертегі барлығы да жылқыға қатысты, және осы ат абзелдеріне қатысты. Қарапайым жаңағы біздің тізгін тартудың өзі. Тізгін тартып, ат жалын тартып мінер азамат болсын дейміз. Қарапайым ұрса да, ей жүгенсіз кеткендер деп ше. Ей жүгенсіз деп ұрсады мысалы. Қарасаң барлығы атқа қатысты да, сөзіміздің бәрі жылқыға қатысты. Осы ат әбзелдеріне қатысты. Қарапайым сөзді, мысалы, мақал мәтелімізде, мысалы, ер қанаты ат дейді. Мысалы, жаңа шеге таған ұстайды, таға тұяқ ұстайды, тұяқ ат ұстайды, ат ерді ұстайды деген секілді. Ер елді ұстайды деген секілді. Барлық астарлы сөздер дейікші. Даналық сөздер, аталық сөздердің барлығы, аталық сөздердің бәрі осы аттарға қатысты. Осыдан аттан алыстап кетсек, қазақтың сөзінен, қазақилықтан алыстаймыз. Енді осы жайында қателеспесем 99-шы жылы енді осы жылқы әңгімесін айтқан кезде, Жасалашқа барып отырған кезде, қателеспесем Дәурен Қуат болу керек. Айтты да осыны мақала қылу керек екен. Мақаланың атын қалай қоямыз десе, жылқы қазаққа қайтып келмей, қазақ боламайды деген да. Сондағы мәселе осыған әкеп тіредік қой, әңгіменің барлығы жылқыға тіреледі, жылқы қазаққа тіреледі да. Оны енді тарихта дәлелдеп берді ғой, қазір 6000 жылдық тарихы бар деп айтып жатырмыз. Ботай қорғанында жылқының ең бірінші салынғандығы, Ботай қорғаны қайда? Біздің солтүстік Қазақстанда. Сондықтан енді біз олармен ең бірінші қолға үйретіп, жылқыны және соны толық меңгеріп, соны өзінің жаңа мәдениетіне сіңірген ғой. Жылқыны баптау арқылы жаңағы айтып жатырмыз ғой. Тай кезінде жаңа құлын кезінен бастап, тай кезінде құнандай мініп, аттай мініп та, сонда жаңағы сабақтастырғанда айтып отырмыз ғой, бұл ат ер қанаты дейді да. Шынымен ғой, ердің қанаты ол баратын жерге. Жаңа қазақилықтан бізді айырған нәрсені біз көрдік қой. Мысалы, орыстар бізге дендеп кіре бастаған кезде қазақты бір жерден ұстай алмайтын болды да. Мына жерде отыр. Қазір енді мына кеш батып кетті ғой, түнде соғыс алмаймыз, ертең таңертең жаулап аламыз деп, таңертең қырға шыққанда ауыл жоқ, қараса 50 шақырым жерге кетіп қалғанда. Сол не нәрсе? Егер де ол сиыр асыраған болатын болса, түйе мініп жүрген болса, маймаң етіп, әлі мына жерден көшіп шыға алмай жататын еді да. Аттың арқасында бәленбай шақырымға кетіп қалып отырғанда, немесе тұтқиылдан шыға келіп, әкесін танытып қырып кетіп отырғанда, сонда сол аттың арқасында осыншама жерді меңгеруінде ғой қазақтың. Жоңғарлардың Алакөлдің арғы бетінде жатқан Қабанбай Алакөлді атпен кешіп өтті деген бар. Кеше Кенесарының өзі мына солтүстіктен мұнаға дейін тек атпен жүріп, қазақтың мына орыстар жаңағы әскер басшысы кім еді әлгі? Қазақтың әрбір күні бір қазақтың қызын қойныма әкеліп салып отырыңдар дегенді естігенде Кенесары ай баратын жерге 6 күнде атпен барды деп бір деректерде бәрін атқа отырғызды, әскерінің бәрін бір атты жетекке салды. Сонда қойдың құйрық майының ортасына жалбыз салды деген бір жерде әңгімелер. Жалбыз салып отырып, атты тоқтатпай шауып бара жатып, аттың аузына жаңа құйрық майды салып отырды, анау шөлдетпейді, анау қарны аштырмайды деп сондай әңгімелерді естідік та. Ай баратын жерге 6 күнде барып, әскері жатқан жердің жаңа орыс қолбасшысының әскері жатқан жерді барып,
бәрінің басын алды деп ше. Иә. Қазақ қыздарының намысы үшін әр күні қазақ қыздар кетіп жатыр. 6 күннен кешіксек қанша қыз кетіп қалады деп. Иә. Сол қазақ қыздың абыройы үшін деп, жаңағы сондағы ат қой енді. Иә, аттың арқасында ат болмаса 6 күнде қайтып жетеді ол жерге. Желіп отырып, кезек-кезек атын ауыстырып отыр. Өзіңіз қараңызшы, қарапайым мына жердегі мына тобылғысы бар, тағы да қарағаны бар, басқан жаяу жүрсең қаншама кедергі да. Аяғыңды іліп, жаңағы балағыңа жабысып дегендей. Ал енді атпен жүрген кезде солардың барлығы ешқандай кедергі емес қой біздер үшін да. Сонда енді бұның берері көп. Сонда осы орыстар жылқыны құртудан бірінші себебі олар орыстар өзі бізге 200 жыл бұрын кіріп әбден зерттеп біткен ғой бізді қазақты қалай бағынышты қылуға болады деген кезде. Неден айыруға болады? Ұзын сөздің қысқасы бұны жылқыдан айыру керек дейді да. Қазақты аттан түсірсек, біз бұларды отырғышыда қаламыз, бағындыра да аламыз дейді. Сөйтеді да жылқыдан айырады қазақты, әкеледі, отырғышы қылады. Сосын кейін аттан түскен қазақ момын ғой. Айтқан істете береді. Жаңа момын деген сөзден шығады. Қазақтың өзінде мақалы бар ғой, егер балаң момын болса, жылқы бақтыр. Балаң тентек болса, қой бақтыр дейді да. Сонда бұл тәрбиенің негізгі өзектері ғой, осының барлығы да. Сонда енді қарашы, біз қайсы тентегімізге қой бақтырып, қайсы момынымызға ат мінгізіп жатырмыз да. Қазір, иә. Бәрін теңеп алатындай да, теңей алмай отырмыз ғой. Сонда сол жаңа ғана мақалада айтып отырмын ғой, қазақ қазаққа, жылқы қазаққа қайтып келмей, қазақ қазақ бола алмайды дегендегі мәселем осы. Мен екі ауылды салыстырамын. Бір ауыл сиыр баққан да, қой аралас. Бір ауыл таза жылқы баққан. Сонда жылқы баққан ауылдың балаларын қарасаң, шетінен сал сері. Екінің бірі ән айтады, екінің бірі домбыра тартады, аттың үстінде ойнайды, барлығы төбелеске жақында. Ал енді қой баққан, жаңа сиыр баққан ауылдың балалары мұқ-мұмақан да. Сонда салыстырмалы енді біз өзіміз осыны көріп өстік қой. Шынымен солай да. Сонда қаншама момын баланы жаңағы атқа қондырғаннан кейін мінез бітеді да. Мынаның үстіне мінсең жаңа көрдіңіз? Иә. Анау айғыр келген кезде. Иә. Мынаның үстіне мінгеннен кейін мына аттың өзі де тақым сезеді. Міндетті түрде. Тақым сезеді кәдімгі оны. Ой, қорқам деп мінген кезде бар ғой. Оны міндет жүріп кетеді. Не жүрмейді, немесе шауып кетіп қалады, жүріп кетеді. Жылқы жарықтық барлығы мінеді ғой, үстіне мына үзеңгіге аяғын салғаннан бастап кім мініп атқанын түсінеді. Сосын кейін бағынады да. Ал енді тақымға, ал енді тақым үстінде аты бос адам отыратын болса, онда ол адам жығып үстінен тастап кетуді ойлайды да. Сонда енді қазақта не дейді андай? Қолынан ешнәрсе келмейтін қорқақ адамды көті бос дейді. Көті бос екен дейді. Ей, бір көті бос екенсің дейді. Сонда ана сенімдіктің жоқты ғой, қазір мысалы. Көтенің бос болса мен бет шабасың. Ар жаққа, бер жаққа қопаң етіп та. Сонда атқа сенімді отыру деген нәрсенің өзі енді әрі қарай денсаулық қой. Мысалы мынадан отырдың, сенің қаншама осы ер-тоқыммен арадағы екеуіліс массаж. Және бұл мынаған қатты отырып атқа өзінің отырғанын сездіру үшін сенің мына 8 көзің түзу отырады да. Адамның арқасы түзу болады. Мысалы қазақтың қай батырын көрдің, тренажерный залда жүрген да. Бірақ олардың барлығы да мықты болған ғой. Себебі аттың үстінде сенің жаңағы 12 мүшең толық қозғалады. Ана тренажерға барған кезде белгілі мүшелеріңді бұлшықеттерін қатырасың ғой, мысалы қолға, грудқа дейді, арқаға деп жеке-жеке. Ал аттың үстінде мына көкпарда жүрген жігіттер 62 тамырың, бүкіл өне бойың, қаның, бүкіл мүшең, кәдімгі сен ана бүйтіп алып, ананы тартатын кезде, жылқыған кезде мына бақайыңнан бастап басындағы бір тал шашыңа дейін тырысып тұрып тартасың, ана тақымға салып бейткен кезде қаншама бүкіл бұлшықетіңнің бәрі жүрмей тұрған клеткада қандар жүргізесің. Бүкіл жүреді ғой, кәдімгі ана аяқ қолың талып көкпардан кейін жігіттер ыстық шай ішіп қанын айналдырып жатады. Бүткіл аяқтан бастап басқа дейін қарасаң. Соның бәрі қаншама күш қой. Ана тура осы жерде ана тақым керу деген қазақта болған екен да. Негізі біз оны білмегенбіз ғой, кейін қарасаң тақым керу дейді. Әжелеріміз көбінесе ұл балаларды арқасын салып алып жүретін. Баяғыда балаларды ол арқаға салып алып жүретін еді апаларымыз. Тек арқада көретін еді. Мен тіпті апам үйде кенжесі, енді ағам ғой, әкемнің туған інісі, ең кенже інісі, кішкентай кезінде арқасына салып жүрген кезде апамның екі құлағы бүйтіп салбырап қалған да, ортасы кесіліп.
сөйтсе жаңағы кенжесін алып жүрген, арқасында алып жүрген бұзық қой енді. Иә. Арқасында жүрген кезде Екі сырғасынан ұстап жұлып алған ғой бүйтіп екі жақ. Құлағы екіге бүйтіп бөлініп қалғанда, соны сұраймыз ғой десем, ой мына жүгірмек жұлып алған баяғыда деп жаңағы кішкентай кезінде арқасына салып жүр. Соны қазір неге десек өткенде бір жігіттерім айтқан айтады, тақым керу дейді. Иә. Баланы арқаға салып кішкентай күннен мына тақымын керіп, мына 8 көзін үзіп, ашамайға дейін дайындап, атқа мінетін кезде тақымын керіп дайындап қояды уже, арқасында жүр дайын. Атқа отырған кезде жаңа көтені бос емес. 6 жасында уже атты бағындырып бастай береді уже. Тақым мықты дейді. 6 жасында атқа отырған адам 13 жасында ото иесі бола алады ғой. Біздікі. Ал бізде деген жаңағы 40 жасында келгенше атқа мініп көрмеген адам оған қалай бір семьяны ие болды деп айта алады. Әлі 40 жас, 45 жасында қазір әлі түнде компьютерный ойындарда мамалар ұрсып алып кетіп баратады қарасаң. Жауапкершілік жоқ қой. Қазір өз-өзін жасай алмай, тіпті енді біз мына қайырымдылықта жүреміз ғой көбінесе. Сол кезде бізге де жазып жатады. Жап-жас жігіттер аға шаршап кеттім дүниеден. Көмектесіңізші, не болды, тыныштық па деп жазасың ғой сөйтсе. 3 жыл болды үйленгеніме. Үйсіз квартирада қиналып кеттім аға. Өз-өзіме қол жұмсағым келеді деп тұр. Не деген ауыр сөздер жазады. Енді білмеймін ғой, ар жағында біздің жүрегіміз жеп өту үшін ба, бірақ негізгі факты жаңа шаршап кеттім дейді. 3 жыл болды дейді үйленгеніме. Квартира жоқ, ақшадан қиналып кеттім аға. Үй алып беріңізші дейді. 3 жыл болды дейді. Енді үйленгеніне ойласаңызшы. 3 жылда уже бітіп жүншіп, өмір сүргісі келмей кеткен ғой. Жауапкершілігі жоқ, алғысы келмейді. Мемлекет қарасам 10 жылға дейді, баспана алайын десем, кредитпен 10 жылға дейді. Мемлекетте сені ез болмасын деп қойып қойған жоқ сөйтпеймін да. 10 жыл бойы еңбек етсін. 10 жыл бойы еңбек етіп айтыр, қарызы қайтар. Айтпасам сен көрінгенге алдына барып жығылып жылай бересің. Осы жерде қараңызшы, мысалы 6 жасында неге қыз баланы отырғызбайды? Неге ұл баланы отырғызады да? Осы кезде ұл балаға сенімді артады ғой, ана қыз баланың сен қорғанысың, сен атқа міндің, сен жігіт болдың деп. Баяғы кішкентай кезімізде бізге айтатын, әскерге барасың, солдат деген жыламайды деп ше. Жігітсің ғой деп. Құлап атсаң жылама, сен деген жігітсің ғой, сен солдат боласың деп ше. Біз кәдімгідей солдат боламыз да қоқан етіп жылағанымыз қоятынбыз да. Ол жұбатудың бір түрі, бірақ ол жұбата тұрып саған сенім артып жатыр да. Сен жылама, сен жігіт болып еще ана қызға қарауың керек деген сияқты да. Сен ез болып отырсаң мынаны кім қарайды? Сол сияқты сонда қарасаң уже жауапкершілік сол кезден беріп жатыр да. 6 жасқа атқа мінгізудің өзі уже баланы бөліп жатыр деген сөз да. Енді мұсылмандықта балиғат жасы деп айтады ғой былайша айтқан кезде. Ұл мен қызыңды бөліп жатқыз деген сияқты. Сол кездерде уже атқа мінгізіп, оны бөлектеп, сен жігітсің деп уже жауапкершілік артып жатыр да. Содан айтады, жігіт жаспен емес, жауапкершілікпен өседі деп. Аттың мына қазығын қағуда да кейде енді ауылға апарып, ұлымды, інімнің баласы бар, жаңа Айнудин деген, соның қасына қосып, ініме айтамын ғой, ауылға жібергенде бала шағам. Ана Омарды жібер, қасында жүрсін, ат арқандасын, жылқы қайырып деп. Соны өзім бар бір күні қарап отырам, анаған ат арқанда деймін ғой, түсте барып, аттың қазығын ауыстыру. Сонда жаңа балам барады да, қазықты алып, таспен бүйтіп қағады, қиналып кетеді, кірмейді дейді. Ей, қақ деймін ғой жаңа, қара. Барып жылжыту керек, шөпті қара, айналаңды қара. Ана жылқының қазығын қағудың өзінде, жылқының жетектеудің өзі үлкен жауапкершілік қой. Қазығын қаққан кезде, анау шөптің бәрін, көз мөлшерін есептеп үйренеді. Шөпке жете ма, суға бұратылып қалмай ма, оралып қалмай ма екен, айналасын бәрін өз шекарасын белгілеп үйренеді, қазық қағып үйренген кезде. Жауапкершілік қой, қазық суырылып кетпейтіндей. Қай жерге қағу керек екен. Атты жетектеп апарады. Деп қорқып, мен айтам, жетектейді, ұзын қылып ұстайды, қысқа қылып ұстайды. Анам бәрін есептеу, қауіпсіздігінің бәрін есептеу, атты жетектеп апару. Жауапкершілік арту да. Оны ойлай білу ғой, енді сіз өзіңіз қараңыз, соған қараған кезде ол көз мөлшерімен арқаның жететін жерін өлшейді, қай жерге дейін айналып жайылалады, ана жайылған тықыр жерге түсіп қалмасын деп ше. Сол сияқты қазақ өте алысқа көкжиекке қараған ғой. Адам алысқа қараған сайын оның көз аясы кеңейді дейді. Ана көз аясы кеңейді дейді да. Адам өзінің аяғының астына ғана емес, алысқа қарайды да. Алысқа қарағанда қаншама нәрсе көреді. Тал көреді, тау көреді.
аң көреді деген сияқты да. Сонда адамның көз аясын, көңіл деген солардың барлығын көріп, соған көңіл бөліп, ненің не екенін біледі да. Ал енді қазіргі балаларымыз, мына телефоннан артық нәрсені көрмейді ғой. 1 метрден артық нәрсе көрмейді ол ше. Оны қалай көз аясы кеңуі мүмкін да. Оны еще телефон не жерде тұрса, біз оны бүйтіп үлкен жақындатамыз ғой. Неге? Мына әлем бізге жақындаған сайын біздің көзіміздің көруі түсе береді. Алхамдулилля. Рас екен. Сонда адам қаншалықты ұзаққа қараса, оның сенімділігі де жаңағы артады ғой. Сосын сол жерлердің бәрін меңгеруді ойлайды да, анау жерге дейін менікі деп айтады деген сияқты. Ал қазіргісі ол телефонның алды ғана оныкі. Телефонға дейінгі жер ғана оныкі да, қалған жер оныкі емес. Ана менің шекарама кірме деген әдемі сөз шығып жатыр да қазір. Оның шекарасы сонда осы жер ғана ма? Личный граница. Соны байқаймыз ғой, есіктің алдында жүрсе, бала-шаға қазір шынымен ғой өзің сенің ойыншығың деп біреумен ойнамайсың. Баяғыда бір ойыншық бәрімізге жететін еді. Қазіргі күнде сенің ойыншығың балалардың. Өзінің ойыншығы бар, өзінің бөлмесі, өзінің киімі, өзінің тамағы, өзінің жеке мектебі бар, жеке бөлмесі бар, жеке шекарасы бар. Өзімен өзі болып қалады да. Сол эгоизм деген туа ма деп қорқасың да, эгоист болып кетеді бала. Міндетті түрде бұрын сол жерге қарады да, мынау біздің жер деп айтатын да. Неге өйткені ол жерді өзі ала алмайды ғой. Біздің дейді да. Сосын кейін мынандай нәрсе бар. Біздің дегеннің ауылдың балалары келеді, сол жерге жаңа атқа мінген баланың үлкен кісілер соған қарап сынап отырады ғой. Кім батыр болады, кім би болады, кім шешен болады, кім палуан болады да, сыртынан бүйтіп қарап отырып айтатын да үлкен кісілер. Қазір сен қайсы баланы айта аласың, айта алмайсың да. Сол кезде айтады да, ананың баласы ат жақсы іздейді, ана тай үйретуді соған беріңдер деп ше. Аттарды үйретуді да. Сонда біліп отырады бірінші. Екіншіде сол баланы уже басшы қыла бастайды олар. Ана 10 балаға бас қылып жаңағындай өзіңізде болған шығарсыз, мысалы біздің қарап отырсам 4-5 класста. Қазір 4-5 класстағы балаға атты жаңағындай ертеп беріп, мынау 20 шақырымдағы жайлауған малды айдап апарасың. Ертеңінде өз жерден бәленбай малды санап айдап әкелесің деп сіз қазір айта аласыз ба? 4-5 оқитын балаға да. Ол кезде сөйтіп жіберетін. Онда әке шешең ұрсады-ау, мысалы ондай нәрсе жоқ қой. Тағы да сен кімнің шаруасын жасап жатсың? Сен мемлекеттің шаруасын жасап жатсың, ол үйіңнің дүниесі емес. Сонда баланы қалай ерте жастан бастап өзінің қамын емес, халықтың қамын ойлауды үйретеді да. Қазір қайда сол мектептердің бәрі жоғалды ғой. Сосын кейін барып жаңағы менікі, өзімдікі деген сияқты өзеуреп қалдық та. Ал адам бұл нәрсені өзімдікі деген сайын ешкіммен бөліскісі келмейді, ешкіммен дос бола алмайды. Сен өз дүниеңді өзіңмен ұстап отырған болса, ешкім сені анша алмайды ғой. Мына нәрсені ортақ салғаннан кейін барып адамның жаңағы бірге бірігіп істейік деген дүние пайда болады да. Мына қазір күліп айтамыз ғой, қазақты жібер, неден бокстан бірінші орын алады, күрестен бірінші орын алады, бірақ футбол мен волейбол ойнай алмайды. Бұл да ол командалық ойын ғой. Топтық ойында. Топтық ойынның өзінде топтық рух керек та. Сезіну керек бірін-бірінің. Өйткені себебі мына жалғыз жерде сен өзіңмен өзің айқасасың ғой бірге келгенде. Топ болған кезде сен мықты жағыңды ғана сол жерде көрсетесің. Сенің нашар жағыңда екіншісі, үшіншісі солай да. Сонда біреу мысалы футболда қарасаң, біреу тек шабуылдаушы, біреу тек қорғаушы, біреу осы сияқты әркімнің бөліп берген жұмысы бар ғой. Оны да тренер қабілетіне байланысты қояды. Сонда бұлар топпен жаңа алады да, топпен жеңіске жетеді да. Соның арқасында топпен ойын ойнау білген мемлекетті қарасаң, алдыңғы қатарларға шығып кеткен. Қазіргі жағдайда бизнесті адам жеке істей алмайды. Қазір заман бизнестікі деп отырмыз ғой. Бизнестің өзі ол топпен істелінетін дүние да. Сонда қазақ неге қазір бизнесті ілгерілей алмай отыр да? Осы топтық, командалық рухтың жоқтығы. Ол осыған әкелу қай кезден басталады? Мысалы, мына қазір біздерде көкпар бар. Көкпар ойнаған балалар, олар түсінеді, серіксіз көкпар шабу оңай емес екенін. Соның арқасында бұл жігіттердің бір-бірімен бірігуі, бір-бірімен топтасу басталады да. Сен көтер, сен жетекте, мен алам деген сияқты да. Қамшылайды. Сонда сол сияқты сол кезде мына саусақ бірікпей, ие ілікпейді дейді ғой. Осы мәселенің өзі сол кезден бастап. Өзіңіз қараңыз, ана жоңғар ең бірінші басып кірді ғой. Сол кезде тоқтатады да, енді уақыт беріңдер деп ше, енді қазақ есін жиып алайын деп отыр да. Сол кезде бұлар күнде көкпар шауып той жасайды.
Неге дейсің ғой, сонда айтады ғой, мына өзі, ал жоңғарлар болса күліп жатыр ғой, мыналар өзі жаңағы шабылып нағылғанның керегіне күнде тойлап жатыр деп. Сол кездегі біздің билеріміздің, аталарымыздың ақылдылығы, ол егер ана жерде соғысқа сен найзаласып жанында, ана соғысқа дайындалып жатыр деген сияқты, әр жақта оларға қарсы тұру нәрсе пайда болады ғой. Сол нәрсені білдірмеу үшін бұлар көкпар тартып, тойлап жүр деп айтады. Ал бар көкпар тарту арқылы бұлар батырлар соғысқа тактикасын жасап дайындап жатыр. Керемет, анау көкпарда шынымен де шауып келіп ілесің. Арнайы ілгерлер бар, ілетіндер бар. Арнайы тақымға салып басып шабатындар бар, жетектейтіндер бар. Мысалы, соғыстың кезінде шалажансар болып қалғандар, сарбаздар, әйел бала шағалар қақып кеткендер арнайы шауып келіп, жаудың қолында қалдырмас үшін іліп алып кететіндер. Алып кетіп отыр. Арнайы топты жарып кіретін, сарбаздардың ішіне жарып кіретіндер бар, мергендері бар. Анау аттың үстінде атты мына тізгінсіз-ақ, жүгенсіз-ақ бағындырып отырып, анау жан бататындар, садақ ататындар. Тақыммен-ақ бұрып отыра береді бүйтіп. Аттың үстінде жаңа кентавр деді ма, жаңа уақытында солай елестеткен ғой. Екатерина 2 метр ана. Қазақтар кентаврлар деп жаңа олар атпен біте қайнасып кеткендер. Бас жағы адам, аяқ жағы жылқы деген сияқты. Жылқы бүйтіп шапқан кезде олар түсінбейсің. Ат па жылқы ма деп жаңа сонда бүйтіп бір жағынан жатып садақ атып кете береді екен ғой. Аты өзін қорғап келеді бір жағынан. Аттың үстінде ешкім жоқ, бірақ садақтың оғы ұшып жатыр. Сөйтсе бір жаққа жатып алады екен де. Астынан ұра береді. Мына жақтан атып кете береді екен де, аттың мына жағына тығылып. Сонда айналып келген кезде тұтас атпен біте қайнасып кетіп тұр ғой енді. Соға енді солардың барлығы икемділік, ептілік қой, иә. Қазір бізде аттың үстіне садақ тартпақ түгілі орнында қойып садақ тартудың өзі мұң болды да. Қараңызшы, иә. Сен аттың андай скорысында келе жатып, аттың скорысын өлшеп келе жатып, ана жамбыға тигізуің керек та. Қандай ептілік та. Қазір орнында тұрып жамбыны көздетсең, өз көзі бір жақта, өзі бір жақта, оғы бір жақта болады да. Себебі осының барлығы үйренбеуден кеп туындайтын нәрсе ғой. Сонда айтамыз, айтып келгенде айтарымыз, қазақ осы аттың үстіне мініп, атқа дізгіндемей көп нәрсеге жете алмайды. Себебі ат деген не? Жаңағы ақын аталарымыз да жырлап кетті ғой. Еті жесе тамақ, сүті ішсе сусын, мысалда сен көлік, осылардың барлығын толық пайдаланып отырды ғой. Енді қазіргі біздің зерттеп қарап атқан нәрсеміз, алдыңғы жылы мен Түркияға бардым. Түркияға барып, содан үшін менің істегім келген ойларымды айтып отырмын ғой, Түркияда істесем ба деген сияқты ой болды да, сол жердегі отырып ақылдасып, сен мына ойыңды давай соған апарайық дейді да. Сөйтсем бір ақшасы көп, мықты түрік екен да. Сосын жарайды енді олар ертіп барғаннан барсам барайын дедім, барып алдында әңгімелесіп отырмыз ғой. Әңгімелесіп отырған кезде әңгіме келді, енді мен оны қабылдамай отырмын, ол мені қабылдамай отыр. Арамыздағы адамдар енді дәнекер болғысы келіп шақпалап жатыр ғой. Сосын айтады да, енді менен саған не көмек керек дейді да. Сосын мен айтым, жоқ, сізде маған ешқандай көмек керек жоқ дедім да. Керісінше мен сізге көмектесуге келдім деп. Қалай дейді? 6 ғасыр әлемді шулатқан түрік қазір неге осындай болып қалды деймін да. Неге дейді? Өйткені түрік аттан түсті дедім да. Ал түрікті атқа мінгізу үшін бірінші сүтін ішкізу керек. Өйткені себебі ода күш қуат болмаса ол атқа міне алмайды. Сол үшін мен саған мына саумалда келдім, осы саумалды ішетін болсаң күш қуатың пайда болады, сосын атқа отырсаң әлемді билейсің деп. Жаңа өзінше шіреніп еш нәрсені басқармай отырған түрік жүгіріп кетіп тауып айттың деп жаңағы қолымды алып жатыр ғой. Сол кезде қарасаң шынымен қазіргі біздің ойлап жүрген нәрсеміз атқа міну оңай шаруа емес та, бірақ атқа мінетін денсаулық керек бірінші. Егер біз атқа мінсек, бізде денсаулық болады. Бірақ атқа мінудің өзіне денсаулық керек та. Біздің қазағымыздың денсаулығын түсіп кеткендегі жағдай осы да ғой. Ал егер біз аттың үстінде жүрсек, біз ешқашан ауырмаймыз. Ал біз аттан түскеннен кейін қазақ ауру пайда болды. Қазақта барлық ауру пайда болды. Аттан түскеннен кейін. Аттың үстінде жүргенде, мысалы қазақта қазір орысша геморрой деп қоямыз ғой, көтеншек ауру болмаған. Неге? Көтеншек ауру жұмсақ нәрсеге отырғаннан пайда болатын дүние да. Ал қазақ ылғи ерде отырған ғой. Ер қатты ғой.
соның арқасында ана шек деген жоғары қарай көтеріліп отырады да. Және сен еңкейген сайын ол шек түсе береді ғой төмен қарай. Ал сен көтерілген сайын кеудеңді тартып, іш құрылыстың барлығы жоғары көтеріледі да. Сонда адамның іш құрылысында ауру болмайды. Адамның іш құрылысындағы ауру қазір сығылудан пайда болып жатқан аурулар да. Сонда ана машинаға отыру, қаншалықты ерте машинаның рөліне отырды, адам соншалықты ерте ауруға пайда болады да. Қан дұрыс айналмайды. Қан дұрыс айналмайды, қысылады деген. Ал атқа қаншалықты мінсек, сондықтан енді атқа міну үшін де денсаулық. Атқа міну үшін де денсаулық. Ол денсаулықты біз тек аттың сүтімен дейсіз ғой. Иә, сонымен сонда айналып келген кезде біздің еміміз де, жаңағы тәніміздің де, жанымыздың да емі осы жылқыда да. Сол біз жылқыға қаншалықты жақындасақ, соншалықты жылқыдай, аттай жігіт боласың деп айтады ғой. Сондай жылқыдай жігіт боламыз да. Өйткені қарасаңыз, басқа малдар мына 40 градус аязға 40 градусқа шыдамайды да. Кәдімгідей өсіп, өнуінде бір кедергі пайда болады. Ал 40 градус аязда жылқылар пыспыр етіп далада тұра береді. 40 градус ыстығында да жайылып жүре береді. Шыдамдылығы сондай. Тағы да бір қызық айтайын ба сізге? Мына аттың терісі бар ғой? Мына аттың терісі өз табиғи бір өңделінген екен. Мен оны Италияға барғанда көрдім. Италияға барғанда маған бір аяқ киім берді. Сол кезде айтты, Италиядағы аяқ киім, мына аяқ киім біз сізге гарантия береміз, 10 жылға шыдайды деді. Ойлап тұрмын ғой енді, жарайды, мықтасаң, майласаң 6 жылға шыдар, майламасаң 3 жылда бітеді-ау деп та. Бірақ сол аяқ киімді сенсеңіз 14 жыл кидім мен. Сонда сол мына жылқының терісінен жасалынған екен. Жылқының терісіне басқа жіттерімен салыстырсаң, табиғи бір өңделінген деп айтады. Жалпы қойдың терісін, сиырдың терісін 2 рет өңдесе, жылқының терісін 1 рет өңдейді екен да. Және мынаның шыдамдылығы сондай, жаңағы 40 градус ыстықта да тер кеппейді екен. Суықта да несін жоғалтпайды екен. Біздің мына аяқ киіміміз неге тез тозады дегенде, ыстық пен суыққа киген кезде бұл өзінің несін өзгертеді екен де, сол арқылы краскасы түседі, тағы басқа нәрсесі түседі, сонымен тозып кетеді екен аяқ киім. Ал жылқының жаңа терісінен жасалынған аяқ киім өте ұзаққа сақталынады екен. Сол үшін қазақ аталарымызда жылқы терісінен көп нәрсе жасаған ғой. Өздеріне киген киімі болсын, үстіге болсын, шалбары болсын, барлығынша негізінен жылқы терісінен. Қылархан, бәрі аттың жалынан, құйрығынан, ең мықтысы. Енді әне күні біз неде көрмеде көрсеттік, осы қыл деген нәрседен шығады да. Мынау былайша айтқанда қысты күні сен келе жатасың ғой? Жаңа 40 градус суықта сенің алдынан не деген пеш жағылып отырған сияқты да. Өйткен себебі мынау бір-біріне үйкелінген кезде энергия шығарады. Мына денесінде иә, мынаны жаңағы егер де мына жал болмаса, терлегенде мына жер қатып қалатын еді да. Мына жалдың арқасында жал бір-біріне үйкелінген энергия береді. Сол энергия сізді жылтып келеді. Аттың үстінде жатқан адам тоңбайтын себебі содан да. Аттан ыстық ұрып тұрады ғой. Аттан ыстық ұрып тұрады. Яғни денесіндегі будың шығуы бір бөлек қой. Енді мынадағы будың өзі адам жылтып отырады. Сонда мына жал бір-біріне үйкелгенде білесің ғой, баяғыда шашын үйкеп, қағаздарды нағылатынды көтеретін екен. Сонда бұл бір-біріне үйкелген энергия береді ғой. Енді осыны француздар осыдан матрас жасады. Біз қазір төсегіміз бар ғой, біз жататын төсегіміз ортопедический матрас. Біз жататын төсегіміз негізі синтетикалық зат болғаннан кейін, неге біз таңертең тұрғанда шаршап тұрамыз? Біз жатқанда синтетика негізгі біздің энергиямызды алып қояды да. Бізде энергия жоқ, таңертең тұрған кезде әлі ұйқымыз қанбай, маужырап жүретін. Ал енді мына жылқының қылына матрас жасап жатырмыз. Бұл матрасқа жатқан кезде түнде сіз анада 8 сағат ұйықтаған синтетикалық материалды ұйқыңыз қанбаса, 4 сағат ұйықтаған кезде қылдың үстінде ұйықтағанда ұйқыңыз қанып тұрады да. Неге? Өйткені бұл сізге энергия береді. Киізде киіздегі жатқандағы адамның тынығып тұратыны. Ол да солдан көрдің ба? Сонда аталарымыз оны білмеді емес, біліп жасады ғой. Енді жаңағы құйрық жалдан шығады ғой, соның өзінде іске асырғандығы, иә. Мынаның өзі қазір ғалымдар тақпырлап, осыдан матрас жасап, осының үстіне жату арқылы жаңалық ойлап тауып отыр. Бірақ аталарымыз оны істеп кеткен, жаңа біз айтқандай да. Сонда өзіңіз қараңыз, құйрық жалынан біз арқан жүген жасадық қой. Далада жатқан кезде арқанды бүйтіп айналдырып өзіне қоршап қояды екен да, ер тоқымын қойып жата береді. Бала күнде есімде құрт құмырсқа жоламайды. Малшы сөйтіп айтады бізге, ұйқың келсе ана арқанды
айналдырып. Ертоқымға жат арқанды айналдырды, ұйықтай бер деп. Иә. Сиыр пада бағатын кісі. Иә. Сөйтіп арқанды бүйтіп, жаңағы қыл арқанды айналдырасың да, ортасына ертоқым жасап, Ұйықтай жастан бересің. бір ұйықтап аласың. Ана Иә. құрт құмырсқа сөйтсе жаңағы Жылқының несіне келмейді екен. ашты иісіне жақындамайды екен ғой. Киіз үйдің айналасында қыл арқанмен істеп тастайтын. Одан тағы да бір не айтайын. Мына же осы Қаскелеңдегі үйге келіп салып тұрдық қой, енді жаңадан салған жоқ. Ана жерінен де құмырсқа шығады, мына жерінен де құмырсқа шығады да. Мен мынаны қалай құртамыз деп ана дәрімен шатышы ғой. Алаңдама дедім. Сол ауылға барған кезде жылқының жас тезегін алып келдім да. Сол үйді айналдырдым да, сол тезекті шауып тастадым, бітті. Үйге бірде бір құмырсқа кірген жоқ. Лайфхак. Егер үйлеріңіз құмырсқа таракан басатын болса, Иә. жылқының мына тезегін алып келіңіздер да, жылқының боғын алып келіп үйдің айналасын себесіздер. Ал жылқының боғын қай жерден аламын десеңіз, қан ордасына келіңіздер. Біз килограммдап сатамыз десе. Сол сияқты жаңағы килограммдап сатамыз дегеннен шығып жатыр жылқының тезегінен. Қазір осы малдың несінен биогумус деген жасап жатыр да. Иә. Соны біз зерттеп көрдік жаңағы қойдың тезегінен ба, жылқының жаңағы сиырдың жапасынан ба, или жылқының тезегінен жақсы шыға ма десек, биогумус жылқының тезегінен жақсы шығады екен. Енді кейбіреулер маған күледі ғой, жылқының не экономикасын қорғадым деп ше. Европада қорғағаннан кейін бұл сен қандай экономика қорғасаң да, егер ішінде екі ауыз экология жайында әңгіме айтпасаң, сен жұмысыңды қабылдамайды. Сонда мына жылқы шаруашылығының экономикалық және экологиялық тиімділігі дегенде экологияда бір-ақ нәрсе көрсеттім. Сіз қараңызшы, мына жерде қысы-жазы жылқы жүр да, жылқының тезегі ғана. Бірақ қарасаңыз, мына жерде қойдың құмалағы жатуы мүмкін, немесе сиырдың жапасы жатуы мүмкін. Және сіз жапаны көтерсеңіз, оның астында ешнәрсе өспейді. Бұл экологияны құрту негізінен ше. Ал жылқының тезегі сондай болады, кепкен кезде шашылып кетеді да, оның барлығы қайтадан шөп болып шығып кетеді. Удобрение болады да. Сонда жаңа биогумус жасағанда да жылқының тезегі биогумус тез пайда болады екен. Жылқының тезегімен біз жылқының несімен ауылда кірпіш құйғанда соны араластырып қой. Үйді сылайтын кезде майда сыбақ дейміз ғой. Ең соңғы майда сыбақ жаңа қазір штукатурка ең соңғы не жасайды. Жақсы ұстайды бір жағынан жылы. Бір жағынан ана кедір бұдыр деген нәрсе болмайды. Иә, тегіс. Тегіс. Мықты. Жылқының жаңағы шапқан кезде деймін да. Қазір бір шауып келейін мен, көп тұрып қалдық, бір шауып келсек болады аға. Мына жақтан. Сындар ма? Да? Машина. Ана деймін да, бір аттың өзінің жүрісінде әрқайсы ат дертке дауа, ауруыңа шипа жүрісінің өзі деймін да. Жай жүрістің өзі бір омыртқаң түзеуге қоғандап жүрген кезде бүкіл денең жаңа дренажный массаж дейміз ғой қазір. Қазір тренажеркілерде барсаңыз андай істеп қойған. Ер тоқым істеп қойған. Ер тоқым енді мынандай қазақи не емес, спортивный ер тоқым тұрады. Бірақ жаңа пультпен аттың әрбір жүрісін, жай жүргенін, қоғаңдап жүргенін, желіп жүргенін, жаңа немен вибрация болып тұрады. Былай жүріп бара жатқан секілді. Шапқанын бәрін жасап қойғанда, сонымен жаңағы емдейді.
негізі әр жүрісі өзі бөлек ем екен да. міндетті түрде бар. Жаңа жүрісінде біреу омыртқасын түзеп жатады, қоқаңдаған кезде бүкіл денеңе массаж болып жатады, бүкіл буының бәрі. Шапқан кезде мына мойын омыртқа түзелуі деген секілді. Сондай өзінің жаңа аттың қасиеті бар екен да өзі. Қазір біз солардың барлығын жасанды түрде жасап жатырмыз, тренировочный зал, анау мынау деп. Сонда қарасаң, қазіргі жасап жатқан дүниенің бәрі Қазекемді аттың үстінде өткен ғой. Иә. Атқа мінді болды, сол нәрселердің бәрі бар. Өзі спорт зал, өзі массаж деген сияқты. Тренажер кісі бәрі. Иә. Енді осы нәрсеге келеді ғой. Қазір енді ер адамда урологиялық емдеу кездеріндегі ылғи сұрайтыны мына шап дейміз ғой. Иә. Соның арасының керілуі. Бұл қаншалықты керілетін болатын болса, тамыр тарылмайды екен да. Тамыр тарылмағаны простатит деген нәрсе болмайды. Простатит деген тамырдың тарылуы ғой. Сосын қуық безінің ісуі да. Олардың барлығына жылыда, немесе жұмсақта пайда болатын аурулар да. Ал аттың үстінде қатты да жүргенде, салқында жүрген кезде, сосын мына шап ылғи ашық жүрген кезде, өзіңіз қарасаңыз, урологияның негізгі емдері, ана қозғалыстары. Бәрі осы аттың үстіндегі қозғалыстар да. Сонда грижанікі де солай ғой. Грижан емдейтіндер бұтты ашып, аяқты керіп, бері керіп. Сонда қарап отырсаңыз, сол дүниенің барлығы аттың үстінде жүргенде қазақ ауру болған жоқ. Қазақ қалай аттан түсті, солай ауру болды. Ауру болғанда жалғыз физиологиялық ауру ғана емес, рухани дертке ұшырады да. Рухани дертке ұшырады, сенімсіздік жоғалды, жаңағы бағанадан айтып жатқан нәрсе. Осы мәселеден қорқыныш, ешқандай сенім жоқ, ешнәрсеге тәуекел еткісі келмейді, жасағысы келмейді. Қарапайым сауданың өзінде де қазақ қорқады ғой. Сенім жоқтығы да. Сенім болған адам жаңағында сауданы қорықпай істейді біріншіден. Екіншіден бизнесте сондай ғой, бизнестің өзі сенімдікте құрылады екен. Сенің ақшаңның көп болу бизнесті жүргізіп кетеді деген сөз емес. Немесе сенің таныстарың көп болса бизнесті жүргізіп кетеді деген сөз емес та. Бұл жерде егерде адамның арасында сенім болатын болса, ол бизнестің негізгі кілті сенімділікте. Мысалы мына сол бизнес жасаған мемлекеттердің даму кезіндегі дүниені қарасаң, оларда ақшаның көптігі, жаңа басқа нәрседе емес, бір-біріне деген сенімнің артық болуы. Қазір мысалы Түркия экономикада кішкене әлсіреп қалды. Ал осыдан 10-15 жыл бұрын Түркияның бизнесі қалай дамыды? Сонда олардан қазір біз нотариус арқылы қағаз беріп қойып, оны сотқа апарып, ақшамызды ала алмай жүрміз ғой. Ол кезде олардың арасындағы сенімділік деген керемет нәрсе болды. Екі адам кепіл болса, жаңағы бір машина жүкті жібере берді да. Соның арқасында олар дүниеге бизнесін шығарып жіберді. Бір тиын бермей-ақ саған бір вагон, екі жаңағындай отвечаю деген сөзіңе, жауап берем деген сөзіңе бір вагон зат жіберді. Сол ол тәуекел ғой бір жағынан. Тәуекел сенімділік. Сенімділік деген сенің сол бизнестағы сенімділігіңді көрсетеді. Ол адам сенімді, ол адам істеуге болады дейді да. Қазір сенім жоқ қой. Қазір осы сенімділіктің жоғалуы бүкіл адамгершілікті жоғалтып отыр да. Жаңағы достардың арасы ашылып жатыр, ақша берудің арқасында енді дос жаран жарайды, басқаны қоя тұршы, өзің туған туысқан аға мен інінің арасында осы ақшадан ашылып жатыр да. Неге? Өйткені жауапкершілік жоқ.